Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті бауырлар, көрермендер. Біз Алла Тағаланың қалауымен келесі подкастымызды жазып жатырмыз. Осы подкастымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистен келгендей, егер де бір қауым жиналып Алла субханала еске алатын болса, сол жерде періштелер қоршап алады деген Алла елшісіміздің баршамыз білетін хадисі бар. Сонда иншалла берекелі отырыстан болсын. Бүгін біз келатқан үлкен мұсылмандардың қуанышы, мұсылмандардың ұлы мейрамы қажылық науқаны келе жатыр. Сол қажылық науқанына байланысты осыған қатысты кейбір үкімдер мен кейбір діни мәселелерді мамандармен талқылайық деп осы жерге жиналып отырмыз. Алла субхана тағала осы мәжілісімізді қайырлы берекелі қылсын. Енді бүгін осы біздің 5-ші подкастымыз. Жаңа айтып отырмын, бұрын соны подкастымызда ешқашанда келген қонақтарға өздерін таныстырып айтпапты, әрқашан мен таныстыратын болғам. Енді осы жылы кішкене өзгерсек деп отырмық. Келген қонақтар өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер, халықтарға қызметтеріңізді және қай жерде істейсіздер, соны таныстырып өтсеңіздер. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум. Құрметті әріптестер, құрметті Бағлан бауырым және Дәуренбек имам, Алла баршаларына да разы болсын. Енді өзімді таныстыратын болсам, Алматы облысы бойынша мына халал бөлімі бар, муфтияттың ішінен шыққан бөлім, соның Алматы облысы бойынша халал даму, соның 7 жыл көлемінде сол бөлімді атқарып келе жатырмыз, Аллаға шүкір. Енді биылғы жылдан бастап қосымша жұмысқа осы Алматы облысы бойынша Тауаф Тревелдің жауапты өкілімін Алматы облысы бойынша. Және де өзімнің басты қызметім Алматы облысы Қарасай ауданы Көксай ауылды Кәдір Иманқұл мешітінің бас имамдық қызмет атқарамын. Көксай ауылында. Көксай ауылының Кәдір Иманқұл мешітінің бас имамдық қызметін атқарып жатқан жайымыз бар. Алла разы болсын иншалла. Қанша жыл имамдық қызметтесіз? Біз енді имамдық қызметті санайтын болсақ 2001-ден басталған қызмет. 2001-ден басталды. 22 жыл. Енді Құдайға шүкір, енді өзіміздің елімізден бастадық, содан бері Аллаға шүкір қызметте келе жатырмыз. Енді Алматы облысына 2007-де келдік, 2007-де, содан бері осы Алматы облысында қызмет жасап жатқан жайымыз бар. Машалла, Алла разы болсын. Амин. Дәуренбек Жандосұлы есіміміз, Алматы облыстық орталық Қапшағай мешітінің бірінші найып имамы және Қарасай ауданының бас имамы қызметін атқарып келе жатқан, Алланың берген үлкен нығметтермен аманатын арқалап жүрген бір жан болып табыламыз. Алла разы болсын. Сіз не Қарасай ауданы бас орталық мешіті Түркістанда аталады? Иә, Түркістан бір мешіті. Қарасай аудандық орталық мешіт, сол Түркістан бір мешіті Қаскелең қаласында орналасқан. Сіз Дәуренбек қанша уақыт имамдық қызметтесіз? Біз енді 2011-ден бастап имамдық қызметте жүрміз ғой. Сіздердің аттарыңызда біраз не бар екен ғой? Имамдықтың жүгін көтеріп, машалла. Алла разы болсын. Енді бүгін жиналған негізгі мақсатымыз айтқандай қажылық. Қажылыққа қатысты қозғамыз келе жатыр. Енді баршаңыз белгілі, қажылық ол исламның 5 рүкінінің бірі. Пайғамбар хадисіне келгенде ислам 5 нәрсе негізделген. Соның ең соңғысы көп хадиске келгенде ол қажылық. Енді ең бірінші адамға тұратын сұрақ, қажылық кімге парыз? Кім оны қажылыққа бару керек? Қажылыққа қатысты осы кім бару керек деген сұрақ туатын болса, қайтып жауап береміз адамдарға? Енді мына қажылық мәселесіне келетін болсақ, исламның 5 тірегінің бірі ғой енді. Сол 5 тіректің бірі кімдерге фарыз деген. Енді оны айтатын болсақ, жалпылама жағдайы жеткен адамға, және де ақыл есі дұрыс адам, содан кейін әлбетте ең бірінші денсаулығы дұрыс болған адамдарға фарыз болып міндеттеледі. Және де балиғат жасқа толуы міндетті. Енді жағдайы соған қажылықты барып келуін көтере алатындай, және де қажылыққа барған кезде артындағы бала шағасына қамтамасыз ете алатындай адамға уже қажылық фарыз болып бекітілген. Сондай көлемде, яғни қажылық жағынан жақсы болатын болса, онда оған міндет болды, қажылық міндет. Бірақ егер қаржы жетпейтін болса, ондай адамға міндет емес. Өйткені қажылық, былай айтқанда, 5 тіректің енді жағдайы жеткен адамға Алла тағала міндеттеді. Ал енді жағдайы жетпеген адамға ондай фарыздық міндеттелген жоқ. Сол себепті айтады ғой, жаңа біздің жұма құтпасын айтатынша. Хаджир масакин, яғни міскіндердің қажылығы ол жұма күні. Өйткені адам жұма күні үзбеге жүретін болса, қажылық өтей алмайтын болса, Алла тағала мойнынан түсіреді деген. Қажылыққа көп адам барғысы келеді.
сағынады, аңсайды. Енді мысалы әркімде жағдай әртүрлі ғой енді. Біреу жаңағы қаражат жетпеуі мүмкін, тағысын тағылар. Енді кейбір жатамыз, кейбір кісілер осындай іс әрекеттер істеген кезде маған алла тағала бір қажылыққа баруды нәсіп етті деген сияқты ше. Енді сіздер айтып отқан 22 жылдық неңіз бар артыңызда, тәжірибеңіз бар. Сіздікі де 10 жылдан асып кеткен, енді 15 жылға жақындап отыр. Осы бір халыққа көрген тәжірибеміз, тазардан естіген нәрсе, бір осы әрекет, осы амал қажылыққа мені апарды деген бір оқиғалар өтті ме өмірлеріңізде? Енді оқиға айтатын болсақ, енді умраларға енді бардық қой, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Енді небір оқиғалар кездеседі енді, бірақ та енді Аллахтың қалауымен ғой бәрі. Енді Алла тағала өзі қонақ қылған адамына нәсіп етеді. Ол қанша дүниең болса да, байлығың болса да, ол енді алла тағала егер де шақырмайтын болсаң, сен қанша жерден талпынсаң да, оған алла шақырмағанға ол ешқандай неме жоқ. Бірақ та енді небір оқиғалар болады ғой, енді қажылықтың барған кезде көресің, естисің, небір жағдайлар кездесіп жататын жайлар болады иншалла. Мен айтқым келіп отқан ана нәрсе де, бір амал адам неге апарады? Қажылыққа ше. Мысалы өткенде кейбір бауырларымыз айтып жүреді, жаңа егер кімде-кім тәлбиені айтып жүретін болса, әрдайым алла тағала соны бір тәжірибеден көрген нәрсе жоқ. Бұл жерде не жоқ та, бір хадистен келген нәрсе немесе Құранда жоқ, тек қана адамдардың өмір өткен тәжірибеден. Мен мысалға қарапайым мысал келтіріп көруге тырысайын. Біз өткенде Алматы облысы бойынша Шамбайл Мұхаммади, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қадір қасиетін сипаттайтын жаңағы кітаптан республикалық көлемде жарысын бастырдық. Қыздарға бөлек, ұлдарға бөлек деген сияқты. Кейін сол алла тағаланың қалауымен сол кітапты жазып, кішкене реттеп халыққа ұсындық. Және мен сол Шамбайл Мұхаммади кітаптарын көп оқитын да, егер кім-де-кім жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайлы осындай ізденетін болса, оқитын болса, сол пайғамбарымыздың түсінде көріп нәсіп етеді деп. Және имам Тирмизи сол Шамбайл Мұхаммади кітабының соңғы жағында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсінде көру бабы қояды да. Ең соңғы бап пайғамбардың түсте көру. Соңғы жаңағы түсініктеме берген дін ғалымдар айтады, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үнемі оқып жүретін болсаң, зерттеп жүретін болсаң, түсінде көресің деп. Менде енді сол үміт қой, енді бәрімізде пайғамбардың түсінде көру бәрінің арманы ғой, алейхиссалату вассалам. Сөйтіп мен жаңағы оқыдық, зерттедік, жаздық, сосын жаңағы неге жарыс ұйымдастырдық, енді халыққа жаңағы пайғамбарды таныстырдық деп, бірақ түсінде көрмеймін. Мен сол айтамын, не білер қойдың деп ше. Жаңағы кім қасында жүрген әйелім пайғамбарды көрді, мынандай айтады, жаңағы достарым айтады, бірақ мен көре алмаймын. Өз-өзімде бір қателік бар ма, не болды сөйтіп жүрмін ғой. Сөйтіп алла тағаланың қалауымен осы қыста умраға баратын болдық. Енді алла тағала ойламаған жерден реттеп қойдым, айтты сол жаңағы оқиға деп жатса болады деп ше. Ақылға салынбайтын, ешқандай математикаға келмейтін жағдай болды. Сөйтіп заттарым жинап отырмын, бір кезде жаңағы чемодан затымды салып жатсам, кішкентай қызым келеді да, чемоданға отырып отыр, кішкентай сүйіп кетеді, чемодан шығарып қоямын, қайтадан салып отырмын. Бір кезде әйелім тұрып айтады да маған, бағлан сен қандай бақыттысың, пайғамбардың қасына барасың дейді да. Сол кезде мен бүйтіп, сол жерде миыма жетті да. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсінде көрмеймін деп қапа болып жүрмін ғой. Алла тағала одан да үлкен дайындап қойғанда мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қасына именно зиярат етуге апарады негеш, Мадина қаласына. Және біз барған рейс не болды да, бірінші Мадинаға барамыз, сосын барып Меккеге барады. Яғни бірден пайғамбарымыз қаласына барды да. Сол жерде ойлап отқан нәрсем дейді, енді әркім өзін бүйтіп амалына қарай не нәрсе мені неге апарды деген сияқты ше. Себеп болған дүние деп ше. Анаған қарайды, мынаған қарайды, соны ойлап қойсам осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір несін аз да болсын насихаттаудың көмбегі себепті бір осындай нәсіп еткен шығар деген сияқты. Сол сияқты ойлап жатқан ғой, бір ана осы нәрсені істейтін болсақ, мүмкін, ешкім кескен емес, Құран сөз емес, хадис емес, бұл тек қана жаңағы амалдар деген ғой. Ондай оқиға менің өзім басымда да болған. Негізі мына пайғамбарымызға деген салауат. Енді осы Көксай ауылдық Кадыр Иманқұлда істеп жүрген кезде, енді пайғамбарымызға көп салауат айтуды ұйғардым өзім. Енді осы күнделікті өзім бір жоспар қойдым да. Сонымен 2017 жылы мәуліт айында бастадым. Сол күнделікті өзім жоспар қойдым. Аллаға шүкір, осы уақытқа дейін әлі сол салауатты тоқтатпай келе жатырмын. Құдайға шүкір, алла тағала көп нәрсеге жеткізіп жатыр сол салауат арқылы. Енді сол үйде отырған кезде әйелім түсіне кірді ма, или басқа кірді ма, әйелім тұрады, сен жоқ 2-3 күнде сен қажылыққа кетіп қаласың ау деген сөз болды. Сонымен айттым, қой, қайда, кім апарады мені, кім жеткізеді дегендей болды. Енді алла шақырмаса дегендей болды. Айтқандай ауызын жиып болған жоқ, 1-2 сағаттың көлемінде бір бауырымыз звондайды. Қайдасыз, осы мешітке келіп кетесіз бе? Бардым. Сонымен айтады, сіз қажылыққа барып кетіңіз дейді. Жоқ, барған жоқпыз ғой дедім. Бармасаңыз онда мен сізді жіберейін дейді. Машалла. 2019 жылы Аллахтың қалауымен умра қажылыққа барып келген жайымыз бар иншалла. Осы былай айтқанда енді салауаттың үлкен хикметі, үлкен пайдасы осы жерде деп ойлаймын иншалла. Әдемі.
сіз есіңізде ме осы бір қадір түніне жазған кезде подкаст ше бір сізді қажылыққа апармай амал жайлы айтып едіңіз ғой, мен есімнен шығып жатыр. Иә, сол мына нелерде екен ғой, жаңағы қадір түнінің өзінде адамның жаңағы бір жылғы жаңа ризық несібесі бекітіледі деп кейін жаңағы сол түннің өзі сол жылы қажылыққа баратындар тізімі жасалынады. Сода жаңағы бір іс-әрекет енді өзіміз көп жасадық сол түндер. Және бауырларға айттық, дұға жасаңдар. Алладан сұраңдар. Қажылыққа барайық, және бір-бірімізге дұға жасайық деп. Хадисте келеді ғой, мұсылманның бір-біріне жасаған дұғасы жылдам қабыл болатын дұғалардың қатарына жатады. Содан енді ол жаңағы дұғамызды жасадық, енді ары қарай іс-әрекеті қалды. Іс-әрекеті қалған кезде жаңағы немізді, паспортымызды дайындап, жаңағы екпесі бар, оны дайындап, бәрін реттеп, суретке түсіп, ол кезде қазіргідей бір өте жеңіл нәрсе емес қой. Қазір жарнамаларда бізге тек қана паспортыңыз суретін жинаса, ондай нәрсе ол кезде жоқ. Сөйтіп жасап, Аллаға жаңағы тәуекел етіп, дұғамды жасадым. Алла, мен әрекетімді жасадым, ниетімді жасадым, дұғамды жасадым. Мен иншалла дайынмын. Енді мүмкіндік болатын болса, сенің қолыңнан барлық нәрсе келеді, нәсіп болған болатын болса, оны иншалла біз дайынбыз. Қазір кетіп қалуға уақыты келсе дайынбыз дедік. Алла Тағала нәсіп етті, Аллаға шүкір, сол қуанышты. Сол кезде қалтамда ойласаңыз жаңағы бір құрбандықты шалатын ғана нем бар, қаражатым бар. Сөйтіп жаңағы қажылыққа Алланың қалауымен оның үстінде де бір жаңағы не емес, сол қажыларға қызмет ететін уағызшы имам ретінде де сол жаңағы Алланың қалауымен сол жаққа қызмет етіп барып. Енді оның алдында да бір жаңағы қажылыққа барам, ол кезде де бір үлкен жаңағы бір Алланың деген бір қызмет етіп, соны Алладан сұраған кезде Алла Тағала нәсіп етті. Оның ең бірінші мүмкіндігі болған, басымнан өткен, жалпы адам бір нәрсеге махаббат қою керек. Біз жаңа жұманың өзін айтып жатамыз ғой, жалпы қажылыққа деген махаббаттың өзі жұмаға деген құрметтен басталады. Жұмаға деген сенің жаңағы ғұсылға киініп келуің, соған дайындалып келуің, соған ықыласпен қатысуының өзі Алла сен бір өйткені жаңағы неде келеді ғой, адам бір жақсы нәрсені істейтін болатын болса, оны сапалы өте жақсы істейтін болатын болса, Алла оған екінші жақсылықтың есігін ашып қояды дейді. Сол кезде сен саған үлкен де бір жақсылықтар нәсіп болу үшін кішкентай жақсылықтарға, нәрселерге сен немқұрайлы қарамауың керек те. Қарапайым аяқ киім қойып кету болсын, көшені тазалап кету болсын, сен соны атқарған сайын Алла саған келесі үлкен бір жақсылықтар несіп қояды. Сен бір кіші күнәлардың өзіне немқұрайлы қарайтын болатын болсаң, саған үлкен күнәлардың өзінің есіктеріне Алла сақтасын ашыла береді. Сол махаббат қою керек. Өткенде жаңа ютубта көріп жатырмын, дінді қабылдаған Мариям деген қыздың оқиғасын. Сол айтады, менің былтырғы Рамазанымды мен өте қатты жақсы көремін дейді. Өзім мен альхамдулилля мұсылман болғам, және де алғашқы оразамды тұтқам, және де ол Рамазандағы түндерім мені құлшылықпен өтетін дейді. Алладан тілейтінмін дейді. Ол кезде дейді, мен дейді құрбымменен бір кішкентай бөлмені жалдап аламын. Ол бөлмеге де толық төлейтін ақшам жоқ, жұмысым жоқ. Сонда бір қиын сәтте мен іздеген кезде исламмен жолығып, сол Рамазанымыз солай өтті дейді. Бірақ бүгін дейді, мен альхамдулилля дейді, өте бір жоғары жалақысы бар қызметті атқарып жатырмын. Өзімнің үйім бар, және күйеуім екеуміз алғашқы тұңғышымызды күтіп жатырмыз. Сол кезде жаңағы Мариямның айтқан нәрсесі, саған бір нәрсені қатты қажет етсең, сен сол үшін еңбек етесің дейді. Ал сен саған ол нәрсе қажет деп жүрегіңмен қаламасаң, сен ол нәрсе үшін еңбек етпей жүре бересің дейді. Бару керек еді, үйту керек еді, бүйту керек еді деген сияқты. Сол махаббат қою керек. Біз оқуда жүрген кезде бізге де айтты, екі жігітке, сіз және мына кісі барады қажылыққа, биыл студент, біз ол кезде қандай бір ойлаңыз. Иә деп жаңа қабылдадық. Содан кейін біраз уақыттан кейін айтты, жігіттер мынандай жағдай болып қалды. Өкінішке орай енді сендер бара алмайтын болдыңдар. Мен енді ойладым, бара алмадық, енді жақсы енді деп қасымдағы жаңағы менімен бару керек болатын жігіт сол жақта отырып еңкілдеп жылады. Құдайдың құдіреті. Отырып жылап отыр. Болды енді сабыр ет, өйтіп бүйтіп, енді жаңағы не келген нәрсеге мен бір қатты бір өкініш не білдірмеймін. Содан енді жаңағы мәселе болмайтын болды. Кейін жаңағы сабағым басталып кетті. Жаңағы қасымдағы бала бір күн жоқ, екі күн жоқ, үш күн жоқ, субханалла, не болды? Қандай мәселе, ауырып қалдыңыз деймін, ұялы телефон сөндірулі. Ол кезде WhatsApp жоқ, не жоқ, ештеңе жоқ. Біраз уақыттан кейін жаңағы шашы тақыр болып келді. Субханалла, қажылыққа барып кеттің. Алла нәсіп етті. Қалай? Жаңағы мәселелерден кейін не істеп, үйіне оралған кезде барып сол жаққа жаңағы мешітте шам намазында қатты жылап отырған ғой. Махаббат сондай ғой енді. Қатты жылап отырған кезде біреу түртіп айтты, не болды деп, осыны десе, бізде бір адам бара алмай қалды, негізі. Бәрі дайын, тек қана бізбен жүрсең болды, біз сені де жақсы танимыз. Одан кейін жаңағы білім талап етуші адам болғаннан кейін біз қуана
алып кетеміз деп жаңағы табан астынан қарасаңыз махаббат қой. Біз енді адам баласы көбінесе басына бір қиындық келген кезде көбінесе өзінен көрмей өзгеден көріп жете береді ғой. Тіпті Құдайға да жала жауып жететін кездер болды. Құдай, мен саған не жаздым деп. Бірақ алдында істеген жаңағы қателіктер, кемшіліктер жоқ. Сол кезде көп ойланасың да, субханалла, біздің сол кезде бармай қалған себебіміздің өзі онда біздің соған бір махаббат қоймаған, біздің әлі соған бір піспегеніміз дейміз ба, қатты бір дайын болғандығымыз емес па, сол нәрсенің өзі адам баласын істеп кетеді. Кейде жаңағы қатардан қалдырып, сондай ізгілікті іс-шаралардан, сондай бір сауапты амалдардан кейде қалдырып қоюы мүмкін да. Сондықтан тіпті қажылыққа деген жаңағы сезім, махаббат, соған бір қойылған дүниенің баршасы өзі не істейді, адам сол жұманың өзінен бір кішкентай жақсылықтарды орындаудан. Кейде адам енді өзіндегі бар игіліктерді көрмей жатады ғой. Біз мысалға көп адам айтады, шіркін барып келсе, үйтіп келсе жағдай келмейді. Бірақ астындағы көлігіне қарасаң, көлігі жаңағы 2 қажылықтың құнына тұратындар бар. Жаңағы қазіргі тіпті батыстың адамдарының өздері адамды дамыту деген қазір енді сән болып кетті ғой, трендте болып кеткен нәрсе ғой. Соның өзінде де жаңағы миллиардерлер, жақсылыққа жеткендер, психологтар айтады ғой, сен жаңағы өзіңе комфорт жағдайдан шығуың керек даму үшін дейді. Бұны шариғат баяндап отыр. Мен сол жігіттерге айтамын дейді, сен субханалла, мынау сәл қымбаттау болса да, жылы жаңалау болса да, ішінде комфорты көбірек болатын болса да, көлігіңді сатты, одан да бір басқа кішкене көлік алып, бірақ мына нәрсені сенне қажылығыңа жұмсасаң, сенде Құдай саған мүмкіндік бермей тұрған жоқ, беріп тұр ғой. Осы нәрсені істесең болады. Джип міну парыз емес, бірақ қажылыққа бару ол парыз нәрселерді қарасаңыз. Соны атқаратын болатын болса, сол жақсылықтарды көретін болатын болса, Алладан болған жақсылықтарды түсіне білетін болатын болса, бір даналық болатын болса, бір махаббат болатын болса, ол адамға сол Алланың жәрдемі міндетті түрде болады. Олай болатын болса, адам несі ықылас болатын болса, қатты іште жанып тұрған от болатын болса, иншалла бір күні оны апарады. Бір күні міндетті түрде ойламаған жерінен болады ғой. Сол жерде бір орынды болатын шығар, енді айтып кетуге, қаражаты бола тұра бармайтын кісілерге. Ол енді жаңа Ибн Масғудтан болу керек, хадисте келеді, жаңа Алла сақтасын, қаржылығы келе тұра, мүмкіндігі бола тұра, жаңағы қажылыққа бармаған адамдар, жаңағы насранийлер, яһудилердің өліммен өледі деген жаңа имам Термизидің хадж деген бабында келеді, Алла сақтасын. Ол үлкен бір тіпті соңғы сәтінің өзі, Алла сақтасын, оның жаңағы жүрегінен иманнан айырылып қалу мүмкіндігі ықтимал болады. Оның бүкіл мүмкіндігі бола тұра, сол нәрселерді жасамаса, Алла сақтасын, осындай бір қиын жағдайлар болып тұрады. Өзі барғанның өзінде де бірақ жаңағы ең бастысы бір жақтағы ниет қой. Ниет деген кезде бізде кейде енді өкінішке орай адам жалпы бір жақсылыққа ниет ететін болатын болса, шайтан сол ниетінің өзін бұзуға әрекет жасайды ғой. Омар радиаллаху анху бір көшемен жүретін болса, шайтан келесі көшемен жүрген дейді. Не үшін? Өйткені Омар бір жақсылыққа ниет ететін болатын болса, оны ешқашанда келесі күнге қалдырмай соны әрекет етіп тастаған дейді. Сондықтан жаңағы ол Бұхаридің кітабындағы алғашқы хадисте сол жаңағы ниетке байланысты келеді ғой. Сол ниеттің өзін дұрыстап Алланың разылығын іздейін деген болатын болса, Алла ол адамға көптеген жақсылықтарды, ниеттерді береді де, қарасаңыз. Сол жаңа сіз айтқандай, қажылыққа қатысты аят бар ғой, жаңа «Олиллахи хиджул байт ман истатаъ илейхи сабила» деп, кім шамасы келетін болса, Алла тағаланың несін Қабатулан тауаф етсін, барсын де қажылыққа. Аятын жалғасайды ғой, оман кафара фаиналлаху ғаниюн анил аламин деп, яғни кім деген бет бұратын болса, яғни Алла тағаланың бұйрығын орындаудан бет бұратын болса, Алла тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Қажылыққа баруға біз мұқтаж ғой негізі деп жатқан ғой. Яғни сол жерде осы жаңағы хадис жағдай бола тұра қажылықтар кешіктіріп жүрген кісілерге бір насихат болу керек қой деймін да. Егер ақшасы бола тұра бармай істемесе қажылықта, онда жаңағы хадис келгенде яһуди немесе христиан өлімін өледі деген пайғамбардың ашық хадис бар соған қатысты. Енді осы жерде не жаңа білаға осы біздің сен қажылыққа бөлімде жауапты мамансыз ғой. Биыл біздің елге баршамызға берілген ғой, әлеуметтік желіде тарап жүр хабарлар, 4.000 квота берді. 4.000 квота берді. Біздің елге жылда осы көлемде квота беріліп тұрады жыл сайын. Оны жалпы қалай үлестіріледі және адамдарға түсінікті үшін? Біз білесіз, биыл 2023 жыл басында муфти хазіретіміз Сауд Арабиясы корольдігіне барды іссапармен. Сол іссапармен барғаннан кейін 4.000 квота бізге бекітілді. Бекітілгеннен кейін бізде конкурс ойнатылды. Енді қазіргі уақытта
туроператорлар көп, фирмалар көп. Екінің бірі қазір қажылыққа апара береді. Бірақ та енді үлкен қажылық пен умраның қажылықта айырмашылығы үлкен. Енді сол туроператорларға конкурс ойнатылды, соған сенімді деген 18 туроператор бекітілді. 18. Сол 18-ге бөлді. Осы 4000 квотаны бөлді. Несі Хикметке 350 десе, Атласқа 340, енді Тауаф Тревелға 330 квота бөлінді. Сол әр өзі 18 туроператорға өзі шамасына қарай осындай шама 4000 квотаны осылай бөлген жағдайы бар. Қазіргі уақытта сол 18 туроператор қажылық маусымда апарып келуге сенімділік, сол Қазақстан мұсылман діни басқарма сенімділік артып отыр иншалла. Онда бүкіл Қазақстан бойынша өтініш берген кісілер конкурс ойнатылады. Конкурстан кім жеңеді, сол жеңген туроператорлар қажылық маусымында апаратын жағдайы бар. Баратын қажылар өздері қай компаниядан баратынын өздері таңдап. Әркім өз еркінде, әркім өзі біледі қай компания қайсы жақсы. Енді қазіргі уақытта адам баласы таңдау болып кетті ғой. Бір компанияға қойып қояды, бірақ ана компания қалай екен, мына компания қалай екен, содан кейін ақшасына қарайды. Яғни ақшасы төмендеу екен, мынаның ақшасы төмендеу екен деген сияқты. Содан кейін салыстырмалы болды. Мұна неге бұлай, неге ананікі төмен, мынанікі жоғары деген сияқты. Содан кейін барып енді әйтеуір неткеннен кейін біреуіне келіп тұрақтайды. Сол сияқты қазір уақытта қажылық маусымы жақындап қалды, Аллаға шүкір. Сол қажылық маусымда қазір кейбір Тауаф Тревелдің өз кейбір облыстарда толды адам. Адам толды. Мысалы айтатын болсақ, бізде 4 қаладан ұшады. Мысалы Ақтаудан, Түркістаннан, Астанадан және Алматыдан. 4 қаладан. 4 қаланың енді Алматының өзінде қазір 160 квота Алматыда. Соның Алматының өзінде бронь жасақ қойғандар бар, негізі толып қалды орны. Ендігі Ақтау толып қалды. Басқа қалалар сияқты толған жағдай бар. Кейбір туроператорларға, фирмаларға хабарласа, олардың өзі де толық. Қазір енді жақындаған сайын адамдар асығады да, ертең күні нет алмай қалса, бұрын жасап қойдым ғой, мен неге, сіздер неге менің бронымды алып тастадыңыздар деген. Өйткені бұрын жасағаннан кейін оны шамалы уақыт береді де, оны тосады. Егерде ең құрмағанда соған бір пайызын төлемейтін болса, ол бронды алып тастайды. Себебі сенімсіздік о жерде. Ол баратыны, бармайтыны деген сияқты. Сол сияқты қазіргі уақытта осы 18 туроператор үлкен қажылық маусымында апаратын жайы бар иншалла. Осы бізде не бар ма екен? Жалпы компанияларда немесе бір қор сияқты. Енді түсіндіргенге жатыр, біз Нұрмаратта оқып жүрген кезде, бакалавр кезінде Малайзия барды, 3-ші курстан кейін. Сол жерде оқып жүріп, біз енді ағылшын тілін дамыту үшін барғанбыз, негізі сондай бір курс ұйымдастырған ұстаздарымыз. Кейіннен жаңағы сол жақта мамандармен жолығып, енді біз кішкене ислам финансирование, ислам қажылығына қатысты дәрістерге қатысып сұраған кезде, сол жақта кісілер айтты, Малайзияда андай бар екен. Қажылыққа арнайы не ашады екен да, қор ашады екен. Бізде не сияқты, зейнетақы қоры сияқты. Мысалы байқалмайды да, өзімен-өз ақша түсіп отырады. Мысалы бізде зейнетақы 10% алып тұрады, қажыдан сол сияқты алып отырады екен да, бүйтіп айлықтан 10% немесе 5% деген сияқты түсіп отырады. Кейіннен өзі неге қажылыққа жететін сома жиналған кезде хат келеді екен. Мысалы осы жылы жаңағы Ақши ауылының молдасы Чежінбай бағлан қажылыққа сізге рұқсат келді деген сияқты. Сөйтіп адамдар жіберіп тұрады екен. Бізде ондай нелер жоқ, қорлар ма, қажылықта жіберуге болатындай. Арнайы енді қазір жарнамалардан байқасақ болады, жаңағы кейбір жаңағы несі дамыған, сервисі дайған үлкен жаңағы қажылық компаниялары. Қажылықты білмейміз, бірақ умра жаңағы несіне ай сайын бір белгіленген мөлшерде сумманы жаңағы өзің төлеп отырасың. Сол сумма жаңағы умраға қажылығына толған кезде оны сіздерге айтады. Соңғы жаңағы сол ұзақ уақытқа созбай, уақытты жаңағы пайдаланып, сол умра сапарына шығып келсең болады. Жалпы бар, былай айтқанда елімізде басталып келе жатыр да, енді умраға басталып бір-екі жаңағы қазір енді Аллаға шүкір қажылық компанияларда көп қой. Көп болған сайын бәсекелестік болады, қызмет дамиды. Сол дүниелер болған кезде осылар қазір енді алғашқы қадамдар жасалып жатыр. Біз иншалла енді ойлаймыз, Алла қаласа бұл қажылыққа да бұндай мәселелер жетіп қалатын шығар, иншалла Алла қаласа деп. Жалпы енді адам баласы қандай бір ниет жасаса болады, осы қадір түннің өзінде
біз енді жаңағы Қазақстан мұсылман діни басқармасының бекіткен жаңағы викторина ойнату, басқа жаңағы қадір түніне бағдарламалар жасалынады ғой. Осы ненің өзіне біз жасады, сыйлықтар алуға жаңағы базарға барып, соның ішінде жаңағы ихрам сатып алдым. Ихрам сатып алдым, ихрам бұйырған адам, ұтылған адамға Алла не умраға, не әйтеуір Меккеге барып таваф жасасын, не үлкен, не кіші қажылық нәсіп болсын деп жаңағы дұғамды жасадым. Адам енді бір нәрсені жақсы көретін болатын болса, ол бауырына қаламайынша толық иман келтірмейді деген хадисте келеді ғой. Сөйтіп жаңағы ойынымызды ойнаттық, жаңағы сұрақтарды қойдық, жаңағы қажылықты бір бауырымызды туып алды жамағатта. Содан кейін ол айтты, дәке рұқсат болса, Алла разы болсын, мен сіздің жаңағы найыбыңызға осы ихрамды сыйлайын. Енді имамдар көп қызмет етіп қарайсың. Мешіттің тазалығынан бастап діни ғибадат құлшылықтарды атқаруға шейін бар. Көп адамдар оны байқай бермейді, бірақ ол жаңа астарлы, көзге көрінбейтін жұмыстар бар, және оның қызметкерлер көп көрсетпеуге де тырысады. Біз жаңағы сыйлықты сол жаңағы менің найып имамыма сыйға берді. Содан арғы жалғастырып жатсам, жаңағы жамағатымызда бір дін жанашыры бауырымыз бар, қайта телефон соғып жатыр. Қараймын, жаңағы жамағатпен бірге не деп отыр, мені көріп тұр, жаңағы неге звондады екен десем, алмадым. Жаңағы жүгіріп келіп бір кезде баласы көрсетеді, менен жаңағы бір умра қажылығы болсын, ихрамды иеленген жаңағы найыбыңызға деп жаңағы сыйлық беріп жатыр да. Ана мен найыбым ойламақтар, ондай жаңағы несі жоспарды жақын арада оған болмаған, бірақ алладан сол нәрсені сұрап жүргеннен кейін Алла оны ойламаған жерде осындай нәрсені жаңағы нәсіп етіп отыр, қарасаңыз. Ол бізді кейде ол ешқандай да бір есепке келмейтін дүниелер ғой. Әрине, Алла Тағала бәрін береді, ойламаған жерден реттеп қояды. Осы жерде бір ретте келетін дұрыс нәрсе ойлаймын да, кейбір әйел кісілерге қатысты. Енді шариғатымызда білеміз, әйел кісі сапарға шығатын болса міндетті түрде махрам болу керек. Қазір кезде сапарға барғысы келген әйел кісілерге махрам жоқ болса, тұрмыс құрмаған қыздар болатын болса, соларға қандай кеңес бересіздер? Мысалы, махрам жоқ, мысалы, жол сапарға жүре алмайтын кісілер болса, қажылыққа, умраға барғысы келсе. Енді махрамға көбінесе енді бізде кейде пікірге кетеді ғой, жаңағы тек қана күйеуі ғана, соның ішіне ғана кіреді деп, бірақ туған ағалар болатын болса, әкелер болатын болса, оған да жаңағы әрекетін жасап, әрекетін істейтін, атқаратын болатын болса, ол да бір жақсылықтарға жетеді ғой. Пайғамбар заманында келеді ғой, бір әйелден сұрайды ғой, сен неге мына қажылықтан бізбен қалып қалдың деген кезде, күйеуінің атын атап, оның жаңағы екі-ақ түйесі ғана бар, бір түйесіне өзі және балам мінісіп кетті де, бір түйесін біз жаңағы нені суғаруға, яғни өзіміз және алып қалдық, ондай мүмкіндік болған жоқ деген кезде де Пайғамбар не дейді, оған онда сен дейді, оразада міндетті түрде умраға бар, ол жаңағы менімен қажылық жасағанның несін аласың дейді, сауабын аласың дейді, қарасаңыз. Яғни бұл айтқан кезде үлкен бір мүмкіндіктері болып тұр да, қарасаңыз. Оған әрекет ететін болатын болса, Алладан сұрайтын болатын болса, бір жақсылықтар иншалла болып жатады. Әдемі. Енді жалпы қазір кезде біздің көп қажылық компаниялар қажылықты басталатын кезде қажылық маусым басталмай тұрып барады ғой, неге алдын ала, сосын умраны істеп алып шығып, сосын қажылық күтеді ғой. Сосын барып үлкен қажылықтың істеп, сосын барып рәсімдеп өтеді. Осы жерде енді біленді, біз талай ұстаздардың алдында жаңағы фиқх бабында қажылық бабын оқитын болсаң айтады ғой бізге. Қажылық бабын сен кітаппен түсінбейсің дейді ғой. Қажылық бабын көріп бірақ түсінеді дейді. Сол себеп қанша адам айтса да ертеңгі күні иншалла гидтар түсіндіріп жатар, фиқх үкімдер, ол көп қой өте. Қажылықта кейбір алатын элементтер бар, орын алатын құлшылықтар. Тәлбия, тауаф, сосын жаңағы ихрам, тағылар, жалпы қажылықтың мақсаттары. Неге Алла Субхана Тағала осы қажылық дейтін құлшылықты не үшін бізбен сізге бекітті? Өткенде біз нені өттік қой, енді ораза кезінде жиналдық, талқыладық, оразаның пайдасы, қадірінің тағылар. Енді айтып отыр, қажылыққа қатысты фиқх үкімі өте көп. Енді бұл жерде оны талқылауды сақта жат халық түсінбей қалатын шығар. Ертең иншалла қажылық маусымда гид бауырларым түсіндірер. Енді қажылықтың бір несін айтсақ, артықшылығы. Неге Алла Субхана Тағала осы ислам үмметіне ең қайырлы үмметке қажылықты міндеттеді? Оның қандай хикметтері бар, мақсаттары бар. Сол жайлы қозғалсақ, немесе түсінікті болу үшін айтатын болсақ, ең бірінші қажылық неден басталады жалпы? Ихрамнан басталады ғой. Сол ихрамнан бастап, сосын ары қарай тәлбия, сосын тауаф, сөйтіп ақырын жаңағы хикметтерін түсіндірсек. Ең бірінші сол ихрам жайлы қозғалсақ. Неге мысалы Алла Субхана Тағала шариғаттаған кезде ер адамға жаңағы бүкіл киімін шешіп, тек қана екі апақ киімге оратты.
неге сол парыз болды деген сияқты міндеттеген бізге. Енді ихрамға келмес бұрын мен енді жаңағы өзім не бастан айтып кеттік қой, жаңағы ниет. Иә. Ниет деген жақсы болатын болса, ықылас күшті болатын болса, ол адамға ол нәрсе нәсіп болады. Иә. Енді бір жаңағы кітаптарда келеді, адам баласы жаңағы қажылыққа 3 шақырумен барады дейді. Біреу жаңағы Алланың шақыруымен барады, ол барады, сол жаңағы құлшылығын жасайды, ол сол жерде қалады дейді. Біреу Ибрахим алейхиссаламның шақыруымен барады, ол барады, құлшылығын жасайды, күнәсінен тазарады, аман есен оралады дейді. Біреу енді жаңағы шайтанның несімен барады, көреді, сол күнәсімен барады, сол күнәсімен не істейді дейді? Қайтады дейді, Алла сақтасын. Сондықтан ол ниеті мақсаты Алланың разылығы үшін болатын болса, кейде бізде енді жаңағы қажы дегеннің өзі бір абырой, бір атақ даңқ деп кейде жаңағы ойлаймыз ғой, енді үлкен бір жаңағы дін басы ғұламаларды бір құрметтеу үшін ғана болса, адамда жаңағы кейбір адамдар қажылыққа барған кезде жаңағы сертификат сұрайтындар болады. Ол былай айтқан кезде атақ абырой үшін емес, сен Алланың алдындағы абыройыңның болу үшін және қияметте махшарда сенімен есептескен жүзің жарқын болу үшін істелінетін дүниелер ғой. Сондықтан бастысы ниетті де. Өйткені мына бір оқиға келеді ғой, жаңағы патша түсінде түс көреді. Түсінде түс көрген кезде жаңағы бір нені айтады. Пәленше ауылда бір мұсылманның денесі жатыр, жаназа шығарылмады, соған бар дейді. Соң түсінбейді, тұрады да қайтадан ұйықтайды. Сол түсті қайтадан көреді. Сөйтіп жаңа намазын құлшылығын жасайды, таңғы қайтадан жаңа жатқан кезде қайтадан сол түсін жаңа көреді. Бұл бекерден бекер емес, бір түнде ол 3 түс көрем дейді. 3-ші түсінде жаңа бірақ елді мекеннің атауы нақты шығады да. Сөйтіп жаңағы уәзірлері бар, нөкерлері бар, соның бәрін шақырып айтады ғой, мынандай мәселе көрдім, осыны не істейсің деген кезде енді ауыл анық болатын болса, ол жақта жаңа бір мұсылманның жаназа шығармай жатқан болса, онда біз соған не істейік дейді. Баруымыз керек деп жаңағы уәзірлермен нөкермен жолға шығады. Ауылды тапса шынында да бір күнде мұсылманның жаңағы денесі жерленбеген. Сөйтіп енді ауыл тұрғындары бар, мұсылман жамағаты, сендер мынаны тауып, мынау не масқара? Мұсылманның ақысы бар, бұның жаназасын шығару деген кезде, сол ауылдың бір тұрғындарын біреу айтады ғой, мен оған қатыспаймын дейді. Өйткені ол бүкіл ауылдағы арақ шараптарды сатып алып, сыңғырлатып, жаңағы не істейтін дейді, үйіне алып кетеді дейді. Екіншісі айтады, мен де бұған қатыспаймын дейді. Өйткені бұның жаңағы қалай айтсақ, әлеуметтік жауапкершілігі жеңілдеп, жаман жүрістегі қыз-келіншектерді үйге 2-3 алып кететінін көреміз дейді біз. Сондықтан біз де не істемейміз дейді. Соның патша енді оның денесін деп жаңағы мешітке апарып, имаммен не істеп, сол жуындырып, шайындырып, ары қарай жаназасына қатысайық десе, мешіттің имамы да айтады, бұл тірі кезінде мешітке келмеген, бұл денесі шыққаннан кейін мен бұны не істеймін дейді. Сондықтан бұл халықтың арасында бұндай мәселе бар, біз одан не істейміз дейді. Бұл оны қою қарастыру керек деп. Содан кейін басқа ауылдың сыртындағы мешітке апарған кезде имам шығып жаңағы танып жылайды, мынау менің бауырым ғой дейді. Бауырың діндес бауырлығын айтып отыр ғой, енді қандастық емес. Тақуалығымен жаңағы жылап, қимастықпен оның тақуалығын айтып, жуындырып, шайындырып, патшаның өз жаңағы нөкерлерімен, уәзірлерімен оны жерлеп, имам жаназасын оқып, сөйтіп сондай бір мәселе болады да, сонда патша аң-таң. Жаңадан сұрайды, бұның артында бала шағасы бар ма деген жоқ дейді, әйелі ғана бар дейді. Алла бұған ұрпақ нәсіп болмаған. Не болса да оны әйелі оның сырын береді деп, әйеліне барып жаңағы қаралы хабарды патша жеткізеді. Сосын жаңағы болған оқиғаны айтады. Содан кейін айтады, халық былай деп жатыр. Түсіндірген кезде әйел айтады, иә дейді, ол мынандай мәселе дейді. Оның жаңағы арақ шараптарды сатып алатын несі, ол алдында аларға насихаттаған кезде ол нәрсе болмас. Содан кейін мына жаман дүниені ол адамдар қолданып кетпесін деп, ол жаңағы бәрін сатып алып, үйге алып келіп төгетін дейді бәрін. Екіншісі, ол сондай жаңағы жеңіл жүрістегі нелерді үйге алып келетіні, мен сендердің уақыттарыңды сатып алдым, енді сендер уақыттарыңды маған өткізесіңдер дейді. Оларға Алланың алдағы жауапкершілікті, абыройды түсіндіреді дейді. Аллаға шүкір, соның қалауымен қаншасы тәубе етіп, жақсылық жолына түскен дейді. Ол мына мешітке бармайын дегенде, ана екінші мешіттің имамының қыраатын, соның уағызын жақсы көретін. Содан ол сол жаққа барып, сол жақта құлшылығын қылатын дейді. Бірақ мен бұл мәселенің баршасын күйеуім айтатын дейді, шала, ертең екеуміздің артымызда не ұрпағы жоқ, не жоқ. Бірақ біз дүниеден өткен кезде, кім біздің жаназамыз шығарады деген кезде, ол маған айтатын дейді, еш нәрсені уайымдама. Әлемдерін жаратушы бар, Алла көріп тұр. Алла қалайтын болса, осы патшаның, осы елдің патшасы өзі келіп, біздің жаназамыз шығарады. Одан еш қапер болма деп айтатын дейді. Соның несі,
келіп отыр ғой дейді қарасаңыз. Яғни адамның басты мақсаты ниет қой. Қазір енді кейде бір әлеуметтік желілерде бір қажылық компаниялар туралы болмаса жаңағы қажылық бір мода болып кетті, бір бизнес болып кетті, неше түрлі болып кетті деген нәрселер кейде адамның жаңағы бір ниетін бұзып жіберуі мүмкін. Болмаса дұрыс ниетінің өзін басқа анауда барыпты, мына жұлдызда барыпты, мына бір әншіде барыпты деген нәрселерде ол адамды қой мен де барайын деген нәрсе болады. Өйткені жаңағы сол жақта қызмет етіп жүрген адамдардан тұрсын кейбір адамдарға жаңағы сойға келгеннің өзінде уағыз насихат айтылған кезде кейбір жаңағы жас мамандар мен бүгін бір жақсы бір 2 сторис үшін түсіру үшін келген едім деген мәселелер болып кетеді дейді. Алла сақтасын. Солар жаңағы не үшін келген, сол жаққа жеткеніне шейін жаңағы ниеттің өзі тура алмаған кездер болады дейді қарасаңыз. Енді ол жаңағы бисмилля деп сол жаққа келгеннен кейін жаңағы ихрам киеді. Ихрам киген кезде қазіргі тілмен айтқан кезде бұл дресс-код қой енді бұл айтқан кезде. Яғни сіз сәйкес бір киім кимесеңіз, мысалы сізді бір кешке шақыратын болатын болса, сіз оған жаңағы шақыруында міндетті түрде жаңағы дресс-код дұрыс қойсыз. Смокинг киіп келуіңіз керек, бабочка болу керек, басқа деген сияқты. Ал енді бұл ихрам, бұл жаңағы уәжіптердің бірі болып табылған, бұл да сол жаңағы неге болатын қажылықтарды, құлшылықтарды атқару үшін болатын ең бірінші талап етілетін дресс-код. Бірақ Құдайдың ең жақсы көретін нәрсесіне қарапайымдылық. Сол қарапайымдылық негізінде 2 ақ матаның негізінде сен сол неге халге кіріп, сол ихрамға кіріп, Алланың алдында не құлшылық етуге дайын екендігіңді көрсетеді. Екіншіден оның түсі аппақ. Яғни сен не үшін жаңағы өзің автор болған кітаптарының парақтарын тазартуға ниет жасаған үшін, күнәдан арылуға ниет жасаған үшін келесің. Одан кейін екінші мәселеде адамның бәрібір көп айтады ғой, жаңа адамның ағаштың көркі жапырақ, адамның көркі шүпірек дейді. Сол адамның жаңа киімінен сен оның әлеуметтік жаңағы деңгейін, басқасын талғамын, тағы неше түрлі нәрселерді байқауға болады ғой. Ана жақта бай болсын, кедей болсын, басшы болсын, кім болсын, бірдей теңдей. Яғни ертең Алланың алдында баршамыз осы мәселелерде бірдей боламыз да. Тек қана жаңа хадистерде келгендей Алланың алдында абыройлы кім? Тек тақуалар. Яғни сен сол тақуалықпен, яғни өзіңнің махаббат қойып, ықылас қойып істеген нәрселеріңмен ғана Алланың алдында оз алатыныңды ең үлкен бір жаңа бір үлкен бір көрсеткіштерінің бірі ғой сол ихрам деген. Ихрамға қарасаң негізі ақыретті еске түсіреді негізінде. Және былай тағы бір бүйтіп ой жүгіріп қарайтын болсаң не сияқты андай қажылыққа барған кезде сен балашаны тастап кетесің ғой жақта, бәрі қалады. Сен ана жаққа баратын кезде бір адамға еске түсетін сияқты қабірде сен жалғыз болатынды, қанша малың болса да, дүниең болса да қабірде жалғыз болатынды. Ертең анау және жаңа Арафада неде жүрген кезде адамдар жүреді, бәрі әппақ болып келген кезде бейне бір анда махшар бар ғой. Қайтадан тірілген кезде адамдарды еске түсіретін сияқты. Бейне бір ана неге адамды сол күндерге дайындайтын сияқты негізі. Махшар деген кезде де осы бір жаңа қажылықтың несі да мысырлық бір адам айтады да, мен махшарға байланысты махшарда енді хадисте келеді, адамдар жалаңаш болады деген кезде Айша анамыз радиаллаху анха пайғамбарымыз сұрайды, я Расулаллах, бір-бірінің қалай әуретіне қарайды деген кезде ол ондай халде, ондай қарайтын уайымда қарайтын мұрсасы болмайды. Ол уайымды болады, менің халім не болады? Ол ойы тек қана не? Осы мәселелердің Алланың алдында қалай жауап берем, және барар жерім қандай болады деген нәрсені мен сол хадисті түсінбейтін дейді жаңағы. Мысырлық адам айтады да. Бірақ 2015 жылы өкінішке орай бір қайғылы жағдай болады ғой, жаңағы 2 топ қажылар кездеседі, бір-бірімен жаңағы давка дейді ғой, мыжу басталып, өкінішке орай 2000-нан аса адам қайтыс болады ғой. Сол кезде мен сол хадисті түсіндім дейді. Өйткені көпшілігі ихрамда, ол ихрам жаңағы ұсталып тұру өте бұл қиын мәселе. Соның өзіне адамдар жаңағы ихрамдар шешіліп жатқанның өзіне жан таласып, жан қалып жаңағы шығып жатқанын көріп, сондай мәселелерді ол не болса да жаңағы ұятты жерлерге қарамағанның өзі осы хадисті маған сол нәрсе ақиқатты осы нәрсе жеткізді дейді қараса. Сондықтан ол жаңағы ихрам дегеннің өзі не үшін киеміз? Енді ол жаңағы ихрам деген өзі бүкіл тілде ихрам екен. Араб тілінде негізге алған, қазақ тілінде де ихрам, орыс тілінде де ихрам, барлық жерде жаңағы ихрам. Жаңағы такбир тахрим деген жоқ, жаңағы алғашқы такбир. Сен ол алғашқы такбирде намазда Аллаху акбар дегенде сен көп нәрсені тәрк етесің ғой. Яғни Алла, мен сенің алдында тұрмын. Тамақ ішуге болмайды. Жан-жағыңа қарауға болмайды. Басқа да нәрселер істеуге болмайды. Сен тек қана жүзіңді қыбла қарап намазыңды оқисың, басқа нәрсе жасайсың. Бұл да ихрамда сол бүкіл басқа мәселелерді, дүниелік мәселелерді мен осы жерде не істедім?
тастаған, тек қана саған құлшылық келу үшін, құлшылық жасау үшін, сенің разылығыңды табу үшін осы жерге келдім деген бір ниеттің бір көрсеткіші. Ол жалпы көрермендерге түсіндіріп кетсек, қажылыққа бармаған кісілер болса немесе жаңағы шариғи сөздермен таныс емес кісілерге түсінікті болу үшін ихрам дейтін киім, жаңа айтқанымыздай екі ақ киім, ер адам киетін, үстіне астына киетін ақ киім, әйел кісілер кимейді. Бірақ сол неге бізде шариғатымызда 5 миқат деп аталады, 5 точка айтамыз, 5 нүкте бар. Сол жақтан кіретін кезде міндетті түрде үстерінде ихрам кию керек. Ол киіммен ихрам киім кимесе, онда қажылық ол дұрыс емес деп есептелінеді. Сол ихрам деген киім, аппақ киім, соны ер адам киюі міндетті. Және қорытындылайтын болса, бұл ихрам бір не қоя, бәрін бір екенін дәлелдейтін нәрсе Құдайдың алдында. Тек қана сіз айтқан, тек қана тақуамыздан артықпыз. Арабтың еместен ешқандай айырмашылығы жоқ, тек қана тақуаның басқа деген сияқты. Сонымен қатар ненің ақыретті еске түсіреді, шынайы. Содан тағы бір мәселе, жаңа айтқанымыздай, қабірде адам жалғыз болатын тағы көрінісі. Өйткені сенің үйің бәрі, мал дүниең бәрі қалды, тек қана өзің келесің неге қасиетшілерге. Енді қараңызшы, ихрам кигеннен кейін жуынып шайын бәрін тазаланып болғаннан кейін енді фиқ мәселесін қатты кірмей қойып, бірақ енді адам 2 рәкат нәпіл намаз оқиды. Сосын неге кіреді? Ихрам келеді, ләббейктен бастайды. Осы тәлбие жайлы Жанаулаға. Тәлбие енді Алла тағала не ғой, шақырдың қабыл келіп жатырмын дейді ғой. Сол жайлы не айтасыз? Неге тәлбие шариғатта міндетті деді? Мысалы қарап отыратын болсақ, жаңа жоғарыда айттық қой, қажылыққа Алла тағала өзі шақырады. Енді тәлбияның басталған кезде ләббайк. Енді Алла өз мекеніне шақыру арқылы. Енді тәлбияны қай кезден бастап айтылады деген болады. Мысалы ихрамға кірген қалден бастап қағбаға жеткенше тәлбия айту міндетті болады. Енді былай айтқанда 3 мәрте айтса жеткілікті деп келеді негізінде. Бірақ та енді көбірек айтатын болсаң, оның жақсылығы да өте көп болды. Енді сол кездегі не Алланың алдына сен шақырдың, мен келдім деген мағынаны енді серігі жоқ, саған серік қоспадым деген сияқты сондай тәлбияны айту енді былай айтқанда сүннет амалына кіреді. Сондықтан да әрбір ихрамға кірген, халде кірген, умра қажылық болсын, үлкен қажылық болсын, ол қағбаны көргенше тәлбия айту міндет болады иншалла. Мен сол тәлбияның сөздері бар ғой. Сол жайлы ізденіп көрдім де, неге осы сөздер келеді деп ше. Сөйтіп ғалымдар осы не айтқан деген сияқты. Ләббейк Аллахумма ләббейк деген сөз, сен шақыртуын қабыл етіп келіп тұрдың деген сөз ғой. Және мойсын тұрдым деген мағынада. Енді осыған қасында дін ғалымдар мынандай бір түсінік береді екен де, Алла субхана тағала бізбен сіздерді шариғатымызда әл-мисақ деген ұғым бар ғой. Иә. Әл-мисақ, Алла субхана тағала адам атаның ұрпағын белінен шығарып, қиямет қайым болатын ұрпақтарды шығарады да уәде алады. Әләсту би раббик, мен сендердің раббыларың емес пе деген біз бәріміз бәрі жауап берді. Яғни бәріміз Алла тағаланың раббымыз деп мойындадық. Яғни өз ықтиярымызбен Алланы раббымыз деп, Аллаға иман еткенімізді біз дәлелдедік. Енді айтады да ғалымдарымыз, осы біз Алла тағаланың жаңа сен біздің раббымыз емес пе деген сөз ғой, бір айда айттық қой, иә депші. Сол Алла тағаланың осы айтқан сөзімен жауап ретінде келіп отырмыз. Екінші мағынасы, Алла тағала Құранда кім айтады ғой? Ибрахим пайғамбарға. Хадж сүресінде ше, әзин финнаси бил хадж, адамдарға қажылыққа шақыр деп. Енді Ибрахим пайғамбар адамды қажылыққа шақырады. Енді баршамыз белгілі Қабаны салып болады. Сол кезде салып болған соң айтады ғой, Аллах, мен адамдарды қайтып шақырамын деді ғой. Алла тағала айтады, сен шақыр, келтір біз міндетіміз деп. Осы жердегі не да, жаңа бір өте үлкен пайдалатын нәрсе да, біз кейбір кезде адамдар көп нәрсені өзімізге алып қоямыз ғой. Біз өзімізге тиесілі нәрсені істеп, негізі нәтижені Алла тағала қалдыруымыз керек қой. Алла тағала Ибрахим пайғамбарға осыны үйретеді. Біз бізге пайдалы нәрсе деп жатқан ғой. Өзімізге тиесілі нәрсе істейміз, нәтижені Аллаға қалдырамыз. Кейін Алла тағала аят жалғайды, «Тинака мен күллі фәджин амиқ» деп, саған адамдардың бәрі жердің түпкір-түпкірінен келеді дейді. Енді айтады, сен шақыр, адамдар саған жердің түпкір-түпкірінен келеді. Мысалы, Алла нәсіп етіп, біз енді үлкен қажылықта болған жоқпыз, Алла нәсіп баратын болса үлкен қажылыққа. Сол кезде, мысалы, Мекке қай жерде, мен ауылым Ақши қай жерде, мысалы үшін. Сол баяған ауылдағы адам, мысалы, баратын болса, сол Ибрахим пайғамбардың несін шақыруын қабыл етіп отыр. Сол жерде жаңа Ибрахим пайғамбардың шақыруын біз қабыл еткен сияқтымыз. Сол кезде ләббейк деген сөз, Ибрахим пайғамбардың шақыруын және Алла тағаланың раббымызды мойындап сол жаққа барып жатырмыз. Өзіміздің ықтиярымызбен Алла тағаланың шақыртуын қабыл етіп бара жатқан сияқтымыз. Сондай бір несі бар да, жаңа тәлбиенің сондай бір хикметтер бар дейді. Алла тағаланың шақыртуын қабыл етіп, Ибрахим пайғамбардың шақыруын қабыл еткен сияқтымыз. Умрада болған жағдай ғой, ләббейк турасында
енді намазға енді келдім дейді бір жігіт, енді бірге болдық, әңгімелесіп отырған кезде түсімде осы тәлбияны айт деп біреу айтқандай болды дейді. Бірақ та мен жаттаған жоқ, оқығандай емеспін дейді. Таңертең тұрдым дейді. Енді рас сендерге өтірік болмаған үшін мен жаттаған жоқпын, қараған жоқпын, бірақ та аузыма салып қойды дейді ғой. Бірақ соны айттым дейді. Сонымен бұл не нәрсе деген ой болды дейді. Сол ұстаздардан сұрадым дейді, осындай болды. Бұл тәлбия ғой, ихрам қарнына кіргеннен кейін тәлбия айту қағбаға дейін деген сияқты болды дейді. Сонымен арада бір ай өтті ма, 15 күн өтті ма, Аллахтың қалауымен қажылыққа бардым дейді. Бірақ та Алла тағала нәсіп қылып тұр екен дейді. Енді ол кезде мен білмедім дейді, тәлбия не екенін де білмедім дейді. Бірақ та түсіме осы нәрсені айт деп айтқандай болды дейді. Кітаптан да қараған емеспін, жаттаған да емеспін дейді. Бірақ та Құдай тағала сондайды жеткізіп қойды дейді. Машалла. Жалпы жаңа Жәкең айтып кетті ғой, көбірек айту деп. Сонда да жаңа хадисте келеді ғой, имам Тирмизидің сол хадж бабында болу керек. Адам жаңа тәлбиені айтқан сайын оң солындағы тасқа шейін, ағасқа шейін, тіпті қатты топыраққа шейін соның атын жаңағы тәлбиені қайталайды. Және ол адамның даусы жеткен жерге шейінгі сол жақта жаңағы атап өткен тастар болсын, ағаштар болсын, қатты топыраққа шейін сол нәрселерді жаңағы адамның артынан қайталап отырады дейді, қарасаңыз. Ол да енді бір үлкен бір мәселелер ғой. Мысалы жаңағы кейбір нелерде келеді ғой, адам намазханадан дүниеден өткен кезде намаз оқыған жері жылайды дейді ғой. Менің үстімде осындай бір керемет құлшылықты атқарушы еді деп, сол намаз оқыған жерінің өзі сол жаңағы адамнан қайғырап соны жаңағы қазасын естеп келеді дейді, қарасаңыз. Сондықтан да үлкен бір жақсылықтар бар ғой. Ертеңгі күні қияметте мысалға адамның өзін істеген амалдарын несі үшін тіпті мүшелері сөйлей бастайды дейді, қарасаңыз. Мынандай уақытта мынандай болған, мынандай уақытта мынандай болған деген сияқты. Сол сияқты ол жаңағы жақсы істердің куәгерлерінің көп болуын, жаңағы одан кейін ниетті де туралап отырудың, одан кейін болмаса жақсы бір хадис бар ғой, жақсы сөз сөйленемес үндеме дейді. Адамды кейде жаңағы қалған қанша бір жақсы нәрсеге ниет қылатын болатын болса, онымен шайтанды не істей бастайды, кәсіби түрде не істей бастайды, күресе бастайды да. Адам бір деңгейден өтетін болатын болса, ол жаңағы шайтан неше түрлі айналаны қолданады. Әрине. Иманы деңгейіне сәйкес те ол да шайтан неше түрлі. Содан кейін ол жаңағы бір көлікке отырған кезде ол ниеті бұзып кетіп өтуі мүмкін. Басқа да бір мәселелер, ол жаңағы бір бөтен мемлекетке бара жатыр, басқа бір ғимараттарды көріп не істеген кезде жаңағы көңілі ауып кетпес үшін де осы тәлбиені қайталап, және де оны жаңағы бір қайталау ғана емес, оның өз мағынасын түсініп, я Раббы, мен сенің шақыртуыңды қабыл алып келіп жатыр. Сенің айтқаныңды істеуге келіп жатыр. Сен бүкіл мақтау өзіңе, бүкіл нығмет те сенен, және сенің серігің жоқ. Яғни осы нәрсеге сен не істеуің керек? Адам ниеті үзіліп кетеді. Бізде ана Мәдинада болған кезде жаңағы неге кіру керек? Раудаға. Енді рауда деген пайғамбар мінберімен жаңағы үйінің қазіргі қабірінің ортасындағы жәннат бақшаларының бір бақшасы, кім сол жақта намаз оқиды десе, Алла тағала соған жәннаттағы жаңағы 2 рәкат намазбен тең көп адам оған тырысады. Ол да үлкен бір кезек. Қазақстандықтар кіру үшін жаңағы бір арнайы бағдарлама бар, нусук бар, соған сен тіркелуің керек. Содан енді менің телефоным дәл сол кезде блокқа түсіп, бір нусугым бүкіл нем күйіп кетті. Содан кейін мен барған 1-2 ақсақалдарда, 3-4 ақсақалдарда енді олар бұны істемегеннен кейін жасалынбаған. Болмаса дұрыс жасалынбаған. Субханалла, не істейміз деп шай ішіп отырып бір ниет қылып отырмын, жаңбыр жасап, дұға жасап жүрген бір жігіт айтты, мен бір нелерім бар, жолдар бар, соны істейік. Жаңағы бір әрекеті бір звондаймыз, кейін жаңағы бір мәселесі болды, барайық деді. Сосын бардық жаңағы. Звондадық, болды, бисмилля деп келе беріңдер деді. Бардық, жаңбыр жауып жатыр. Жаңағы барсаңыз звонды алмайды, кезек жақындап келе жатыр. Үлкен кезек қой, ұзын ирелең деген. Соны ары ойланып бері, Алла, мен қателестім дедім. Мен қатты қателестім дедім. Бүкіл күш құдіреттің иесі сенсің. Сен қаласаң біз кіреміз. Сен бұл нығметті бізге нәсіп қылмасаң, біз қайтамыз. Сен бізге бұл нәрсе бұйырған болатын болсаң, болады. Сен бұйырмаған болса да, бүкіл әлем тырысса да, бұл нәрсе болмайды. Мен дәп осы жерден қателеспін. Алла, мен тәубе еттім деп, артында тұрған 1-2 кісілерге жаңағы тәубе етейік, көп тәубе етейік. Алла бізге осындай бір жақсылықтар нәсіп қылады деген кезде, жаңағы Құдайдың құдіреті
келіп қалдық, жаңағы нелер тұрды да, тез кіріңдер деп жаңағы мен және де жаңағы 4-5 адам кіріп кетті. жаңағы ананы бүйтіп істейміз деген жігітті алып қалады ғой, жаңағы соған келген кезде тоқтатып тастайды, тоқтап жаңағы тексереді. Құдайдың құдіреті, Рамаданның өзі жаңағы не ғой, көп адамдар мына жағында қалып қалды да, біз тура жаңағы хадисте келінген әдемі жеріне барып құлшылығымызды жасап, намазымызды оқып, жаңағы жерден жаңағы пайғамбар сымнал сәлемге беріп шығып кеттік де, қарашаңыз. Сонда адам баласы жалпы ниеті тұрып, яғни Алланың разылығы үшін бара жатқандығын, және де Алланың разылығын іздеп бара жатқан, күнәсін жаңағы арылу үшін бара жатқандығын ешқашан естен шығармау керек қой. Кейде жаңағы бір адамдар пендешілікке салып кетіп, мынау енді Toyota шығатын жерлер ғой, мына бір запчасть Қазақстанда қымбатынан іздеп, ниет тура болу керек. Мынандай мәселеден ауытқып кетпеу керек, мынандай бір нәрселерге көп мән бермеу керек. Жаңағы жылтыр нәрселер болып қойды, мынау қанша екен, жаңағы алданып қалмай, жаңағы бір уақыттардың өзін босқа өткізіп кетуден Алла сақтасын да. Дүние енді жылтыр болған, қызылды жасыл болғаннан кейін, жылтыр болғаннан кейін тартып кетеді да, бірақ қандай мүмкіндіктер сенде. Сен ана жақта Алла мүмкіндіктен кейін мүмкіндік беріп жатыр. Біріншіден сен Алланың қонағысың. Алла қонағының тілегін бермей қайтармайды. Екінші дүние тағы да дұғалардың қабыл болатын мекені. Кабаны көрген кезде, алғаш көрген кезде дұғаң қабыл болады. Қандай нәрсені тілесең дұғаң қабыл болады. Одан кейінгі қандай да бір жақсылық істейтін болатын болсаң, Әл-Харам мешітінің өзінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 100 000 сен сауап аласың. Пайғамбар саллаллаху мешітінде жаңағы не 1000 сауап аласың. Ал ол тіпті саған жақсы жолдас таңдаудың өзі, бұл да бір үлкен бір қажылық, үлкен әсер ететін дүние да. Ал енді сен ол жақсы жолдастағы сенде мына жақта бәрі дұрыс болу керек. Біз көбінесе жаңағы қарызынан құтылуың керек, бүйтуің керек, материалдық тұрғыдан ғана қоямыз. Бірақ пайғамбар саллаллаху өзінің мешітінде отырған кезде сахабаларына айтады ғой, туыстық қарым қатынасы дұрыс емес үзген адамдар менің мешітіме кірмесін дейді. Яғни сен сол жаққа бара жатсың, енді ол жақта сен ешкім туыстық қатынасын тексеріп отырған жоқ, кіре бересің, бірақ Алла көріп тұр ғой. Яғни сен бір араздасқан бір туысқаның болатын болса, реніштерің болатын болса, сен солармен жақсы болып мәмілелесіп кетті. Олармен жаңағы бір мәмілеге келіп кетті. Қателігің болса кешірім сұрап кетті. Яғни ол міндетті түрде оның күнде үйінен шықпа деп отқан жоқ қой шариғат. Сен онымен сәлемің түзу болу керек. Оменен тек қана материалдық тұрғыда есептесек. Яғни біз мұсылмандар жақтан Алланың разылығын іздеп сүннетпен жүрем деген мұсылман жақтардан әсіресе ондай проблем болмай сен туысқаныңмен араласуың керек. Екіншіден көршіңмен жақсы болуың керек. Көршіңмен сен өзің қажылыққа кетіп бара жатсың, бірақ көршіңнің жейтін тамағы болмай тұратын болатын болса, ол да қиын дүние. Сен кетіп бара жатқанның өзінде біздің өзінде кейде Құдай тамақтың өзінде кейде байды тойдырып болып кетеді да. Сен ондай мейлі көрші туысқандарын жақсылап батасын алып қал. Бірақ көршілерін деді, көршіне бір қандай бір мұқтаждық болып ататын болса, сонысын өтіп кетсең. Бір баласының қандай да бір кішкентай баланың өзінің батасын алып кетті. Омар радиаллаху анху кішкентай баланың батасын дұғасын алған дейді ғой. Халифа, сіз халифасыз, жәннатпен сүйіншіленген неге оны істедіңіз деген кезде не дейді де, бұның әлі амал кітабы таза, бұның дұғалары қабыл болды. Сол баланың өзі саған Алла аға жолыңыз болсын, қажылығыңыз қабыл болсын деп кішкентай баланың өзі сізге айтып жататын болатын болса, соның себебінен Алла саған қасыңа Құдайды еске салып отыратын дос береді, сапарлас адам береді. Бір бөлмеде сен солармен жатуың мүмкін. Яғни сен қажылығың оларды жаңа айтқан кезде иманыңның күшейінуіне олармен бірге өзіңді өзгертуге бір мүмкіндік, ол сенің ортаң болу керек. Сондай бір орта нәсіп кетіп қоюы мүмкін да. Ал қай жерден бастады, ол сен жаңа ниетіңнен Қазақстанда шығар кездегі жасаған іс-әрекеттерінен иншалла бастауын алады. Олай болса тәлбие деді ғой жаңа, ләббәйк аллахумма ләббәйк. Жаңа Алла тағала мен Ибрахим пайғамбардың жауабын қайтардық. Ләббәйк ля шәрика ләк дегеніміз, адам өзінің дүниесіне, мансабына сенбей серік қосу керек. Серік қосу дегеніміз Алла тағала құлшылық мағынасы, бәлки келген кезде біз дүниемізге біреудің жаңа авторитетіне соны сеніп қаламыз, оған сенбеу керек. Иннал хамда ва ниъматал, тек қана мақтау бүкіл нығмет саған тиесілі. Өйткені келген кезде болды, мысалы, енді сіздер дін қызмет жүргеннен кейін мүмкін халық сізге бір дәке сіздің қызметіңіз Алла разы болсын деп мақтап қоюы мүмкін. Негізі бүкіл мақтау лайық тек қана Алла тағала. Егер пендешілік болса, ананнан мақтаймын, мынаны мақтаймын, тек қана негізі мақтау ол Алла субхана тағала тиесілі. Сол бір қажылық бізбен сіздерге кәдімгі сол неге денге түсіреді ғой. Соның бәрін еске түсіріп, тек қана тәлбиені өзі сіз айтқандай жолда кетіп бара жатқан кезде адам несін реттейді ғой негізі? Ойын.
мысалы біз барған кезде Мәдинадан Меккеге автобуспен бардық. Және біздің командамыз барған топ сондай болды да, жаңағы ниетпен барған үлкен кісілер жаңағы жақсы ниетпен барды да, Мәдинадан шыққаннан бастап неге дейін Меккеге дейін тәлбиені айтып келді. Енді Кабаға көрген тәлбие айтады ғой енді. Бірақ анда сол жерде де кішкене ойын реттеп, кішкене бір рухтанасың ғой негізінде. Тәлбиеміз несі бар, ерекшелігі бар анда. Негізі жағын да ауырмайды, білмеймін қандай Құдайдың құдіреті бар екен, жағын да ауырмайды, айтып келе жатыр, айтып ешқандай қатты дауыс айтасың естіп. Сөйтіп әлхамдулилля барған кезде нені сондай рухтанып құлшылық етесің. Енді сол иншалла нені тәлбиені бітіп келгеннен кейін бізде келесі ол Каба. Кабаны көрген кезде жаңағындай тауаф басталады. Енді қазір тауафтың бір хикметтеріне тоқталмастан бұрын енді халықтың арасында көп болатын дүние енді. Жаңағыдағы қазіргі кезде көп адамдар қажылыққа барған кезде көріп жатасыз енді. Кейбір адамдар тұрып жаңағыдай қажылық нені тауаф етіп жүріп жаңағы телефонын шығарып жаңағыдай суретке түсіру басталады. Кабаны суретке түсіру енді мен болдым, мысалы үлкен кісілер енді қиналып адамдардың несін кесіп Каба жақындатып келе жатсаң дірілдеп телефондан шығарып жатады. Дәл қазір маңызды нәрсе емес қой депші. Сол кісілерге қандай насихат етесіз, мысалы енді баратын кісілерге? Негізі қажылыққа баратыннан бұрын негізі дайындықпен барған дұрыс деп ойлаймын. Негізі дайындалып кішкене үйреніп біліп барған абзалырақ деймін. Өйткені небір нәрселер болады ғой. Енді негізгі қажылықтың рәсімі ихрам кигеннен кейін Арафатта тұру ғой негізгі. Енді көбі түсінік болады да. Біз ихрам кидік, Кағбаны тауаф еттік. Ең маңызды тасты сүю. Тасты сүйсем болды, менің қажылығым орындалды деген мақсаты болды. Енді мынандай жағдай болғанда, енді біз умраға барған кезде бір бауырымыз айтады да, бір ағамыздың бір қателігі болды дейді да, үлкен қажылыққа келді дейді. Сонымен группа болады, WhatsAppқа жазады, ертең осындай уақытта жиналыңыздар, түсіңіздер, ертең Арафатқа кетеміз. Сонымен ол ағамыз естімей қала ма, или Аллахтың қалауы ғой енді бәрі де. Содан кейін ол ешкім жоқ болғаннан кейін қой мен барып Кағбаға барып тас сүйсе ешкім жоқ дейді да. Содан WhatsAppпен айғайлап, келіңдер, тасты сүйік, міне фарз амалды орындайтын күн міне деп қалып қалды дейді да. Арафатқа барған жоқ дейді, сол неде Кағбада қалып қалды дейді. Сондықтан да қарап отырсаң, соның кейіннен сөйлескен кезде ол сол ағамыздың бір ауыз сөз дейді, негізгі имамдардың айтатыны дұрыс екен дейді. Негізі үйреніп, біліп, жаттап алған абзалырақ екен деп айтты дейді. Өйткені о жаққа барғанда дәретті үйрену керек. Ананы үйрену. Одан да сен құлшылық жасайсың ба? Дәретінде үйренесің ба? Әлде Құранның сүрелерін илесің, дұғаңды үйренесің ба? Әлде құлшылығыңа бардың ба? Сол сияқты негізгі мақсат қажылық болсын, умра болсын, дайындықпен барған абзалырақ деп ойлаймын. Өйткені дайындалып, біліп, қазіргі уақытында да әлі де уақыт бар. Қазір қанша уақыт бар? 15-20 күндей уақытымыз бар, Аллаға шүкір. Сол уақытымызда енді 10 күнімізді осы қажылық несіне арнайтын болсақ, 10 күнде осы дұғаны да жаттап, және де рәсімдерін Арафатта тұру, Мұздалифада сияқты амалдарды жасау арқылы біздің міндетіміз ең парызымызды орындап қайтатындай ниетпен баратын болсақ, ниетімізге Алла тағала жеткізеді иншалла. Жалпы мен айтып келген нәрсе енді қазір енді халық сұрайды ғой, енді біз дін мамандары оны сізден сұрап жатқан шығар. Енді кейбір кісілер барып жаңағыдай курс жарнама жасайтындар бар, немесе кейбір өнімдер Кағбаның түбінде жарнама жасайтындар бар. Енді не ғой, әркім өзі ойын айтуға болады шығар. Енді мен жеке өзім ол не сияқты дұрыс емес сияқты көремін да өзімше. Өйткені не бар, Кағбаның өзінің құрметі бар да, біреудің жаңағы сауда істейтін жер емес қой деймін да. Сіздер қалай ойлайсыз соған? Негізі енді қазір бір сондай бір не болып кетті да, енді бір ағамызбен сондай не деген сөйлескен кезде бұл естелік қой дейді да, естелік қой. Мен енді барғанымды ертең бала шағама, немерелеріме мен көрсетемін ғой, міне кезінде мен қажылыққа барғанмын, қажылық тауып Кағбадағы бір сондай бір тарих қой дейді. Бүгінгі сурет ертеңгі тарих қой дейді да. Сол себептен мен солай түсіремін деген. Енді әркімнің өзінің ұғымы бар. Кейбіреу былай айтқанда қазіргі уақытта заманға сай жұмыс жасайды, кейбіреу сол бір естелік ретінде. Енді әр адамның өзінің ойы, несі бөлек деп ойлаймын енді. Жоқ, мен не айтқан жоқпын, мен айтқан жоқпын. Ол әркім өзінің суретін жақсы. Бірақ мен айтып жатырмын да жаңа. Негізі дұрыс емес, жарнама дұрыс емес негізі. Негізі алатын болсақ, сен құлшылық үшін бара жатсың ғой. Ол суретке түсу үшін емес, басқа үшін емес. Сенің ниетің, ықыласың Алланың алдындағы міндетіңді орындау.
және деги күнәңің тазарып алланың алдында дәрежең алланың қатарында болуды дәрежеңді көтеру мақсатта ғой енді былай айтқанда. Енді сен ана жерге суретке түсетін болсаң, видеоға түсіретін болсаң, енді құлшылығың қайда қалды, не амалың қайда қалды деген мақсатта ғой енді. Сондай кішкене бір неде рия дейтін нәрсе бар да. Мысалы алла тағала құранда намазды көрсету үшін жаңағы оқитындар туралы сөгеді, мысалы Маун сүресінің өзінде. Сол сияқты қажылықта бір қатты рия кетіп қалуға болмайды ғой деймін да. Ол да бар енді, кейбір адамдар соларды көреді де басқа бір әсер алуы мүмкін ғой. Мысалы кейбіреулер жаңағы бір болмайтын нәрселер жаңағы кепілдік беріп жібереді. Оны біз алладан басқа ешкім білмейтін жаңағы сырды нәрселер бар ғой. Мысалы жаңағы бір аят бар, қазір есімде жоқ қай аят екен, жаңағы мақсаты мынандай, жаңағы сырттан келген пайғамбар заманында бәдәуилер келеді, сол дінді қабылдайды. Егер жаңағы ұлды болып жататын болса, түйесі немесе жаңағы жылқысы құлындап боталайтын болатын болса, мына дін жақсы екен дейді да, қалып қалады дейді. Егер ондай бір жақсылық көрмейтін болатын болса, мына әйелі бір ұл босанып басқа бір мәселелер болмайтын болатын болса, онда бұл дін жаман екен дейді. Яғни ол сол аятты сол жаңағы істеген әрекеттері үшін түсірілген дейді. Яғни адам өзінің мүддесіне қарай дінді бүйтіп көрмеу керек. Оны қандай да бір машақаты болады, қандай да бір қиындығы болады. Ол тар жол тайғақ кешу. Сен жәннатты сұрап бара жатсың, Алланың рахметін тілеп бара жатсың, онда міндетті түрде бір жаңағы бір қиыншылықтар болады. Кейбір адамдарға жаңағы қарап отырасың, енді суретке түссең, видеосың өзің еркін, бірақ адам тығыз болып жатқан кезде бір мұсылманға кедергі жасау бұл қиын дүние. Бірінші мәселе. Жақсы, енді түскің келіп бара жатыр екен, өте бір адамдар жаңағы сирек уақыттар болады келеді. Мысалға қарап отырсаңыз, өзі бейсенбі жалпы умраның кезінде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбіден бастап адамдар көбейе бастайды тауафқа, топтар келе береді. Содан жаңағы сегізінші жексенбіден бастап қайтадан азая бастайды. Өзім мынандай графигені өзім мынандай бүйтіп қарап отырсың, соны бүйтіп қарап отырсың, негізі соған келеді екен. Бірнеше жол осы нәрселерді байқам. Сондай кезде тауып алса еді, сондай кезде жаса. Екінші мәселе, кейде адамдар жаңағы суретке түсіп жатады, қолын былай дұға жасап жатқан сияқты суретке түсіп жатады, бірақ қағба артында да мен айтамын, Құдайым-ау, дұға дегеннің әдебінің өзі сен қаблаға қарауың керек қой, сен арқаңды қағбаға берме, сен қаратпа. Ол сурет деген былай айтқан кезде фотошопта бар керек болатын болса. Ең бастысы Алла көрсе, Алла нәрсесін болатын болса. Бірақ кейде бір жаңағы заманауи бір нәрселерді қолданып, адамдарға бір уағыз айтудың тәсір ниетінде, бір мынаяқтың бір керемет нәрсесі ретінде де сол нәрселерді атқаруға болады. Бірақ оның әрбір нәрсенің өзінің бір жаңағы өлшемі, шекарасы болғандай, сондай мен істеу керек те. Бірақ жаңағы асыра сілтеп, болмаса басқа бір нәрселерде кетуден Алла сақтасын. Жәнегі Дәкеңнің Рауда туралы айтып кеткен бір оқиға есіме түсіп отыр да. Енді дұғаның қабыл болуы ғой енді бұл жерде. Енді біз енді 2019-дан 2020 жылы қараған кезде қажылыққа бұрын Раудаға бардық. Енді Раудаға бірінші күні кіре алмадық та, екінші күні сонымен бұрыннан барып жүрген солармен сөйлесіп едік. Осыны несін айтты да, Раудаға кірдік. Тахажжуд уақытында енді содан кейін ақырын алдық та, мінбердің жанында отырдық, таң намазын тосайық. Таң намазы сол кезде бір сондай бір оқиға болды. Мына Алматыда самолет құлады ғой. Сол құлардың алдында енді бір жамағат бауырымыз WhatsApp-қа жазады. Сонымен звондайды. Мен неге нетімде сонымен алдым. Қасымда бір өзіміздің бауырымыз отырған, көрімді айтын, аға бір дұға қыласаңызшы деді. Мен Алматыдан Астанаға ұшып бара жатырмын. Бір қайда отырсыз деді. Мен айттым, осы Раудада отырмын. Bir дұға қыла салыңызшы. Ол кезде сағат таңғы 7-нің кезі. Жарайды дедім де, аты жөнін айтқан, Алла тағаланың дұға қылын. Мен рас өтірігім 5-10 минут өтті ма арасында, бір кезде қайтадан WhatsApp-пен жазды, қараған жоқпын, звондайды WhatsApp-пен несімен. Сонымен айттым, не болып қалды десем, құладық қой аға дейді да. Самолеттен құладық дейді. Сонымен қайтты, өзің қалжыңдамашы десем, содан кейін артынан видеосын жіберді. Мен шыққаннан кейін көрдім де, қарасам, рас, бірақ та айтады, Аллахтың қалауымен екінші сіздің дұғаңыз шығар дейді. Аллахтың аузыма салып тұрмын, сол кезде дұға қылдық та. Дұға қылдым, осы аман есен жетсін дегенде дұға қылдым. Бірақ та дұғаның сол кезде қабыл болуын айтамын да, иншалла. Сонда бір Алла тағаланың бір ғибраты да ол да. Бізге андай керге андай күмәнданып жүрген кезде Алла тағала осы нәрсе береді негізі, қайтадан жүрегін бекіту үшін. Бірақ тағы да осы жерде бір тауафқа ескеріп кететін нәрсе бар деймін да. Әсіресе әйел кісілер бар ғой. Енді әлсіз ғой, білесіз, тауап айланады ғой, не иірім бар, су сияқты ғой, не болайшы. Кейбір кісі кіреді жаңағы, қағбаға жақындаймын, сол кезде талпан астында қалып қалатын, мыжылып қалатын кездер болады. Сондықтан мысалы нелерге де әйел кісілер, әсіресе әлсіз кісі адамдар болатын болса, сол жағын сақтаған дұрыс деймін да кейбір кез. Өйткені ана иірімде мыжып кетеді. Сосын да нені де жаңағы
қара тас сүюге таласу мәселесі. Енді өкінішке орай баратын көресіз, кейбір адам талып жатады. Енді ана жақта көріністі көрсең кішкене жүрегің ауырады негізі. Өйткені қара тас сүю ол сүннеттің амалы ғой негізі. Кім Омардың айтқан сөзі бар ғой, сен ешқандай пайда да зиян бере алмайсың, тек қана пайғамбар істеген сүннеті болған үшін деп. Сол себепті андай қара тас сүюге тырысу, адам көп болатын болса, бір соншалықты жанды қинайтындай істемес екенін бір халыққа жеткізу керек та. Мына шайтанның оң жағынан келу деген нәрсе бар ғой. Қатты бір маңызды емес дүниелерді маңызды қылады да, сен бір жаңағы маңызды нәрсе, сен бауырыңды құрметтеуің бар, бағыңдың ақысы бар. Сол нәрселерді кейде саған таптатқызады. Ол жақта ұрысады, ит теріседі, біреуге зиян тигізіп кетуі мүмкін, сен одан кепіл емессің қарсың. Екінші, тауафтың бақыты үлкен бір жаңағы 7 қабат недің өзінде де періштелердің жаңағы қағбасы бар дейді, Байтул Маъмур деп барады. Соның өзінде де жаңағы ол періштелердің өзі жаңағы табиғаттар итіне бар, басқасы бар, енді көп қой енді түрлері қарасаңыз, тозақтың періштелері, жәннаттың сол періштелердің өздеріне сол тауаф ғұмырында, оның ғұмыры мен бір 70-80 жылымызбен келмейді. Бірақ жыл нәсіп болатын дүниелер дейді. Бірақ тауафты сен ана жақта барған кезде, қажылыққа барған кезде умра жасауың керексің, умрадан сен тауап жасайсың. Қажылықта сен тауап жасайсың. Соңғы қажылықтан кетіп бара жатты, да қоштасу тауабы бар. Оны да жасауың керек. Сен сонда былай қараған кезде періштелерде болмаған нығметті Алла Тағала саған нәсіп етіп отыр. Одан кейін сен тауап жасап келе жатқан кезде де жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи хадисте Йемен бұрышынан бастап қара тасқа шейін періштелер отырып, я Алла осылардың дұғасын қабыл қыл деп періштені сенің қызметіңе қойып, сен үшін саған дұға жасап отыр, дәл сол моментте сен сүйреткіңді шығарасың да. Өзіңіз айтқандай, суретке түсіріп, несеп сол бір керемет сәттер өкінішке орай кейде өтіп кетіп жатады ғой. Ол сон сәттерде Йемен бұрышымен қара тасқа шейін пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде не дейді? Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар деген дұғаны айтыңдар. Я Алла, бұл дүниенде жақсылығын маған нәсіп қыл. Ақыреттінде жақсылығын нәсіп қыл. Оның ішінде сенің қабірдің кеңшілігі, махшардағы амалдың оң жағынан кітабыңның берілуі, оның ішінде сират көпірінен өтуің, қаншама дүниені қамтиды да, және ең бастысы қина азабан нар, тозақ отынан азат. Сондай саған бір мүмкіндіктер, былай айтқан кезде акцияларды болмашы нәрселермен жаңағы ауыстырып жіберуге өкінішке орай тырысып жатқан кезде біз ол нәрселерден сақ болуымыз керек. Оны же пайғамбар тауап жасаған кезде де ер адамдар жаңағы жылдам қадамменен әсіресе алғашқы 3 несінде мына оң иықтарында жалаңаштандар деп келеді ғой. Соның өзінде де жаңағы хикмет не? Бұл пайғамбар умра жасаған кезде меккелік мүшриктер кіргізбеуге тырысады. Кіргізген келісім болғанның өзінде де келісшіл келеді. Келісшіл келгеннің өзінде де мұсылмандар келіп жаңағы халықты уағызы, несе насихаты несем үшін олар әлсіз, олар ауру деген неше түр жаңағы қауесет әңгімелер жібереді ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху айтады, оң иықтарын жалаңаштаңдар, және не өздерінің күшті екендерінде және ауру емес екендерінде көрсетіңдер дейді. Қарасаңыз, ол біздің күшіміз осы ең үлкен бір нәрсе, осындай құлшылықта бірлігімізде, бір-бірімізді жаңағы құрметтеуімізде ғой. Неге мысалы Фатхул Меккенің жемісі осы жаңағы мұсылмандардың умра жасауынан болды дейді. Өйткені кеше ғана қатыгез болып жүрген, болмаса да бір теріс әрекет істеп жүрген адамдардың күрт өзгергендігінің көріп, шынында да мынау жақсы дін екен ғой. Бір-біріне құмған тасып жүргендерін көріп, бір-біріне қызмет жасап жүргендерін көріп, сондай таңғалып адамдарының жүректері ашылады. Біз кейде сол сәттердің өзінде де кейде бір мәселелер көреміз. Және адам кейде бір сол жақтағы мәселелерді көріп бір көңілі ғана алып қалуы мүмкін. Бірақ ол енді мына нәрсені ескеру керек. Өте бір мобильді заман болғаннан кейін, жылдан болғаннан кейін халық саны өте көп, және ол жақтан неше түрлі жаңа менталитеттер келеді. Кейде бір адамның өзі осы жаққа барған кезде бір кемшіліктерді іздеп кетумен де кетіп қалуы мүмкін. Мынаусы мынандай екен, мынаусы мынандай екен деген сияқты. Бірақ біздің басты мақсаты ол жақта бір турист болып, бір жаңағы аналитик болып, бір нәрсеге бір баға беруге барған жоқпыз ғой. Біз жаңағы өзіміз сынақтан өтуді сұрау үшін бардық. Құлшылық. Сол нәрсені өту керек. Және де хадисте келеді, жаңағы мұсылман өзінің бір бауырына қандай да бір нәрседе 70 ақтауға шейін іздеу керек дейді. Сол нәрселермен жаңағы істелінетін болатын болсақ, оның алдындағы бір жақсылықтарды істейтін болатын болсақ, шаршайтын болатын болсақ, шаршау ғой ол жақта. Соның ләззаты шаршау. Өйткені жаңа ихрамның шаңыменен
тозақтың оты екеуі пайғамбар саммиде бірікпейді дейді. Яғни сен сол шаршаған кезіндегі дүниеңдегі нәрселер ол екеуі тозақ отымен бірікпейтін болатын болса, ол да бір былай айтқан кезде бір үлкен бір мотивация ғой біз үшін. Әрине. Осы жерде жаңа айтады тағы хабарларда келгенде ислам діні Омар дінге келгенше де әлсіз болды деп. Кейін Омар ислам жария етті, сол тауып еткен кезде жаңа иығын ашып тұрып, мұсылмандар қандай қуатты екенін көрсету үшін де жаңа тауын ойлаған. Біз міне қуаттымыз, сіздер бізді әлсіз деп ойлайсыңдар, біз мықтымыз деп. Бір шеттен осында не бар еді, түсінік бар сияқты да. Кейбір кезде жаңағыдай адам тақуалығын көрсету үшін бейне бір бейшара сияқты ол сияқты деген сияқты кейіптер еді. Жоқ, негізінде сен Омардың несі жолы қандай болды? Жоқ, өзі көрсет мықтыстан. Жаңағыдай неңді уайымды қайын алға айтты, бірақ елге келген кезде өзі мықты екенін көрсет деген сияқты. Осы жерде бір фиқи тұрғыдан тағы үлкен қателік істейтін нәрсе бар да адамдарда ше. Бізде білесіз енді ихрам халіне кірген адамға әтір қолдануға болмайды. Иә. Ал Қағбаның кисуға әтір жағылады. Сол кей адамдар жаңағы кисуға жақындаған сәттен жабысып жатады бүйтіп. Негізі фиқ тұрғысынан қате нәрсе ғой, негізі әтір жағылатын болса негізі жинаят қой ол негізінде. Жазылған бірі ғой. Ана қара тастың өзінен де жағады ғой. Көп адам сол басында ол қара тасқа жаққаннан кейін оның енді мисктің сапасында ол жақта енді бөлек қой енді былай отаны болғаннан кейін. Оның есінде бұнда кете қоймайды да. Сен сол кезде жаңағы бір кінәрат болады да былай қарасаңыз. Кінәрат болады. Ол тіпті жаңағы сақтықтың өзі енді тазалық үшін жаңағы нені Қағбаның өзін жаңағы мраморлардың астында жаңағы шампуньмен жуып жатады. Соның өзінде де сен барынша не одан сақтанмайды, ол иісі бар, несі бар болғаннан кейін не істейді, ол енді кейбіреулеріне тоқтатып тастамай, ол тоқтамайтын дүние ғой. Карантиннің кезінде ғана бір жабылған, басқа нәрсе оны тоқтайтын болатын болса, ол қандай бір жаңағы миллиондаған адам кептеліс болады. Сондықтан олар сондай жаңағы заттарды қолданып, шампунь бар, басқа нәрселер қолданып, жаңағы пол нелерді жуып, өздері тез істейді жаңағы. Құдай Алла тағала разы болсын. Соның өзінде де сен жаңағы сулары бар, басқа нәрселер бар, барынша сен сақтық болуың керек қой. Өйткені құлшылық сенікі. Құдайға керек емес былай айтқан кезде. Сен өзің үшін істеп жатсың. Барынша сен не болуың керек та? Сақ болуың керек та. Сол үшін ескертіп беретін ғой, құрметті көрермендер, егер қажылыққа бара жатқан кісілер болса, осындай бір қателер жаңағы. Кисуға қатты жабысу, сол жерде әтір бар, ол зиян беруі мүмкін. Және айтқандай адамдардың көңілін бұзуға тырыспау керек. Өйткені қажылыққа барудың шарты қабыл болады ғой. Кімде-кім баратын болса, жанжал шығармайтын болса, бүлік шығармайтын болса, сөйтіп келетін болса ғана жаңағы арнасынан туған таза болады деп айтады ғой. Башқа жаққа адамдармен қырылысып, жағасыз жер емес қой негізі. Кейбір кезде керісінше қажылықтың мақсатына қайшы амал істеп жатамыз. Қағбаға қатысты жетер тауып ету, сағат тіліне қарамағысы. Осы шариғат неге сағат тіліне қарамағысы қылып тауып істеуді бұйырған шариғатымызда? Жалпы енді күн жүйесінің айналысының өзі де былай қарасаңыз сағат жүйесіне қарама қарсы жүреді ғой. Бұның өзі жаңағы үлкен бір жаңағы былай қарасаңыз әлеммен бір тұтастықты, бір керемет дүниелерді көрсететін дүние деп ойлаймыз. Одан кейін жаңағы 7 рет жасауыңыз, оның үзілмейтіндігі, тоқтамайтындығының өзі, ол бізсіз өмір тоқтамайды мысалы қарасаңыз. Біз бармыз, бір күні біреудің естелігінде қалатын жандарымыз қарсыз. Сондықтан ол жаңағы біздің неміздің өзінде ойлаймыз, жаңағы жердің айналысқан, күннің планеталардың айналысқан өзі, басқа нәрселердің баршасы өзі табиғат пен шариғаттың ұштасып иесінің бір екендігі. Алла екендігі. Бізде Нұр-Марак университетінің магистр оқимыз ғой. Сол жерде тәпсір дейтін ілім өтеміз да. Сол тәпсірінде бізде иғжаз ғилми дейтін бап бар да. Енді оның бәрі бір негізгі шариғи дәлел емес, бірақ кейбір Құран аяттарын ғылыми дәлелдеуге тырысады. Яғни мысалы қазіргі кезде ананы қосқанда баланың даму процесі Құранда қалай сипатталды, ғылым дұрыс деп дәлелдейді. Тағысында өте көп те мәселе бар ғой. Сөйтіп осы мәселе маған қызық болды, қарастырдым. Сөйтіп мынандай нәрсе бар екен да. Жаңа сіз айтқандай, бүкіл әлем бар ғой, планеталар. Сол Қағбамыз қайта айналамыз, сағат тіліне қарамағыз, бүкіл әлем өйстіп байланады екен негізі. Алла. Ең үлкен жаратылыстар. Содан күн жүйесіне заттар бар сондай. Тура сол сияқты бізде жаңағы физика айтады ғой, ең зат бөлінетін атом бар, молекулалар ішінде жаңағы протон, нейронды бөлінеді. Солардың бәрі сөйтіп қимылдайды екен. Бір несі мағынасы, яғни әлемдегі ең үлкен заттар болсын, әлем планеталар. Сосын ең кішкене заттар болсын, солар жаңағы бағыт осында екен. Және мен осы умрада болған кезде барған кісілер жинап алып енді түсте бір дәріс, кешке дәріс өтіп енді жаңағы үкімдерін басқа түсіндіріп жатыр. Сол жерде түсіндіріп жатсам осы мәселеге қатысты біздің арамызда қанша 45 жылдық па 50 жылдық па стажы бар мұғалім кісі болды. Физиканы сабақ береді екен.
сол физика сабақ берген советі осыны түсіндіріп жатсам, физикада оң бағыт деген бар дейді, заттардың оң қарай жүруі. Мен айтқандай шынымен де молекулалар артынан жүру сондай болады екен негізі, құрылымы ше. Сол жерден де мағына шығады дейді, әлемдегі ең үлкен планеталар, әлемдегі ең кішкене заттар бәрі жүреді оңға қарай. Бірақ олардың жүрері өз еркінен тыста. Біз вот адамдар Алла тағала бойсынып, ләббәйк Аллахумма деп өз еркімізбен мәжбүрсіз Алла тағаланың сол қойып қойған жүйесіне бізде бойсынып келіп жатырмыз да. Бір не бар да, сондай Алла тағаланың несіне бойсынғанымыз. Сонымен осы Қабағасы соңғы мәселе қозғайсақ деп едім, негізі Қабаның астында хиджа дейтін жер бар мынандай Қабаға жататын жер. Іргетасы. Негізі сол Қабаның бөлігі ғой негізі. Көп негізі соны Алла нәсіп етіп Қабаны тауып етіп болған, сол жаққа кіріп 2 рәкат намаз оқыса, енді жоқ дегенде. Енді көп адамдар кіріп шықпайтындар ғой, негізі өзгелердің хақысын ескеру керек қой деймін да. Негізі қажыларға енді Алла нәсіп етіп бара жатсаңыздар, мүмкіндік болатын, сол жерге кіріп 2 рәкат намаз оқып алсаңыздар, Қабаның ішінде оқығандай боласыздар. Сондықтан ерегуіміз керек. Енді иншалла тауафтан шығайық. Тауафтан шыққаннан кейін әдетте көп жағдайда біз 2 рәкат намаз оқысыз Қабаға қарап тұрып зәмзәм ішеміз ғой. Зәмзәм жайлы 1-2 сөз айтайық та халықтарға. Зәмзәмнің енді өзі қазіргі дүниенің өзі жаңағы денсаулық сақтау ұйымы деген бар ғой, ВОЗ деп қойды. Соның өзі әлемдегі ең таза су деп жаңа мойындаған дүниесі бар да. Оның тарихы деген өте бір жаңағы Исмаил алейхиссалам мен Ажар анамызға келеді жаңағы. Ибрахим алейхиссалам екеуін жаңағы ол кезде қала жоқ, Мекке жоқ тастап кетеді. Тастап кеткеннің өзінде жаңағы не істейді? Ажар анамыздың қандай бір Алланың бұйрығының артында бір жақсылық бар екендігін түскендігі. Ибрахим алейхиссаламнан сұрайды ғой. Ибрахим дейді, бұл Алланың әмірі ма дейді. Болмаса сенің не? Өзіңнің қалауың ба дейді. Ибрахим алейхиссалам, бұл Алланың әмірі дейді, кетеді. Алла Ибрахим алейхиссаламды қандай нәрсемен сынап отыр. Өте жұмсақ, бауырмал кісі болған ғой Ибрахим. Өзі жалғыз дастарханға отырмайды дейді, қараңыз. Ал енді саған әйеліңменен балаңды сондай бір жерге, ешкім қоныстанбаған жерге бір өлшеулі неменен тастап кетіп бара жатсың. Екіншісі Ажар анамызға бойсыну. Алланың қалауы болса болды еді. Ода бір жақсылық бар дейді, қарасаңыз. Сөйтіп жаңа суды іздеп жүрген кезде Исмаил алейхиссалам Алланың қалауымен жаңа нені құдықты қазып ашылады, зәмзәм. Содан жаңа су таппағаннан кейін келген кезде Исмаил алейхиссалам ет бетіне жатқанын көрді, мынау шөлдеп дүниеден өткен бе деп баласын көтеріп қойды. Баласы жаңағы не зәмзәмді қазып сумен ішіп, соған жаңағы не істеген екен да. Оның бір нығметі жалпы тұрып ішкен абзал дейді. Сүннетке сай дейді. Және де оны түбінде қалдырып, басын сулағанды, бұл да бір жаңа сүннет амалдардың қатарына жетті. Одан кейін жаңа хадисте келеді, оны адам қандай ниетпен ішетін болатын болса, біреу оны сусын қылып ішетін болатын болса, Алла оның шөлін қалдырады. Оны жаңа тағам не істешетін болсын болса, Алла оның қарнын тойдырады. Дертіне шипа деген болатын болса, Алла оның дертіне соны не дейді? Шипа қылып береді дейді, қарасаңыз. Сондықтан бұл өте бір керемет Алланың берген бір нығметтерінің бірі ғой. Ол жақта енді түбінен ішудің өзі, бізге ана қажылар келгеннің өзінде де жаңағы зәмзәмді ішкен сайын Алладан дейтіміз, Алла осының өзінің жаңағы бұлағынан ішуді нәсіп ете көрді. Бұл сол бұлағы сол жаңағы Қағбадан алыс емес жерде. Қазір енді ана жаққа апарып жаңағы заманауи заводқа шығарып тастаған ғой, Меккенің қаланың ішіне қарай. Сол жақтың ішін өзі қолданудың өзі, замандың өзі, жаңағы кереметтілігінің өзі, енді пайғамбар хадисінде айтып тұрғандай осындай бір жақсылықтар бар да, қарасаңыз. Енді зәмзәмге қатысты не өте көп қой, тіпті кейбір хабарлар еді, ол алдыңғы кітап иелерінде де зәмзәмнің қадір қасиеті жайлы оларда хабар келген деп. Сөйтіп жаңағыдай Меккенің адамдары баратын болса, жаңағы көршілес, жаңағы ол кезде мұсылман емес, христиан мемлекеттер ғой енді. Сендер осы зәмзәм деген құдық па, сол жерден суға келген жоқсыңдар ма деген сияқты хабарлар келген дейді. Негізі сол зәмзәм жаңағы шығу тарихын бір келтіреді ғой, жаңағы кім Ажар анамыздың жаңағы баласы кім Исмаил жылап жатқан кезде, енді кішкентай бала шөлеп жатқан кезде, Мекке ыстық жер ғой енді. Сөйтіп жаңағы Сафа Марва екі тауын ашып жүреді ғой. Қазір ойға тоқталамыз. Сол кезде кім жаңағы Жибрил періште түсіп, жаңағы қанатымен ұрған кезде сол жерден жаңағы су шығады, зәмзәм шығады. Сол жерде жаңағы Ажар анамыздың сөзі бар ғой, жаңағы Аллаға түгел сенгенде кеуде тастап кетті. Кім бұйырды деді? Алланың бұйрығы деді. Кетті. Енді Алла тағала аш қалдырмайды деді енді. Сөйтіп жаңағы Жибрил періште түседі, ұрады, су шығады. Сол жерден
не келеді, құстар келеді, ұшып жүреді. Сол жердегі жаңағы Журхум деген тайпа бар дейді, сол жерде көреді ғой жаңағы құстар ұшып жүрген. Біледі енді арабтар болғаннан кейін енді құс су бар жерде жүреді. Сөйтіп құдыққа баратын болса, құдықтың басында жаңағы кім отыр, суға барса анасы мен баласы отыр. Сол жерде жаңағы Журхум тайпасының ынсаптығын айтамын да, жаңағы сен құдықтың иесісің, біз бұл жерден су сатып алайық деп. Су алады, сөйтіп жаңағы Алла тағала шөл даладағы адамды дым жоқ жерде, Меккеде күн сол жерде рызықтандырып қояды, ойламаған жерден. Кей кезде осы да бізге не сияқты жаңағы сабақ сияқты, ненің Алла тағаланың бұйрығын орындайтын болсаң, ойламаған жерден, күтпеген жерден Алла тағала өзінің рызығын әкеліп қояды. Жалпы мына баланың өзінде Аллаға тапсырсаң, Алла қанша жерден келеді, мысалы Исмаил мысалы баласын Алланың әмірімен тастап кетті. Бірақ одан қандай азамат шықты қарасаңыз. Шайтанға тас лақтырудың өзінде де азғырған кезде де, Исмаилге азғырып келген кезде де айтады ғой, мына әкең сенің қарт, есінен ал жасты, оны істеме деген кезде ол ауызбилля не? Оны шайтан уасуасына бермейді. Мұсаның несіне де анасына да айтылды, сен бұны суға сал да ағызып жібер дейді өзенге. Қараңыз, ол да анасы Аллаға тапсырып жатыр да. Анау өзенді ойласаңыз, не бір жыртқыштар бар, нелер бар. Ол қазіргі Мысырда, ол қазіргідей жаңағы бір химиялық су өткізбейтін нәрсе емес, бір тоқымаған бір нәрсе болған шығар. Соңғы заманда ойлаңыз. Сол Алла тәуекел етіп өзенге туған балаңды әмір болғаннан кейін ағызып жібергеннің өзінде Алла саған өзі жаңағындай жақсы адамды не істеп беріп жатыр. Біз сол үшін кейде балаларымыздың өзін осындай бір мәселелерге қимай жатырмыз да, молда болып кетеді, уахабист болып кетеді, анау болып кетеді. Аллаға табыстай береді. Аллаға табыстасаң, осының өзі жаңағы Исмаил уақиғасының өзінің өзінде де Аллаға табыстасаң, Алла өзі бір жақсылығын нәсіп етеді ғой иншалла. Бір-екі айтсақ, Софа Марва негізі хикметі айтқанымызда не ғой, Ажыр анамыздың екі таудың арасына жүгіріп, баласына бірдеңе іздеуі. Осы жерден бір тағы бір енді қажылықтың рәсімі ғой, енді білетіміз, оны істейтіміз, сол жерде жаңа жасыл белгі тұр, енді бәрі шағын білесіз барған. Бұл жерден бір тағы бір алатын пайда, енді бүкіл қажылықтағы болған оқиғалардың бәріне адамға өміріне пайда беріп жүрген дүниелер ғой негізінде. Бір адамға бір зат істейтін кезде әрекет істеу керекке итермелейтін сияқты. Ажыр анамыз отырып алған жоқ қой деймін да. Алмапсы аузыма түскен жоқ болса қимылдай не болса да бірдеңе болар деген сияқты. Сөйтіп әрекеттің соңына Алла тағала жаңағы нәтиже беріп не істеді, сол жақтан Жібірейіл періштені жіберіп бізге аспаннан су жаудырды, не құдық ашып берді. Енді мынау қажылыққа баратын кісілерге қатысты пайғамбарымыз айтқан дұғалар бар ма? Қажылыққа барған кісілерге осылай айтқан дұғалар, мысалы егер қазір бір кісі баратқан болса қажылыққа, солар қандай дұғалар айтуға болады? Енді міндетті түрде жаңағы енді намаздарда жаңағы ихрам киген кезде ихрам намазы бар. Кейін жаңағы тауаф жасағаннан кейін жаңағы тауаф намазы дейді, Ибрахим мақамының артында жаңағы оқитын. Сол үшін міндетті түрде жаңағы кафирун сүресін білмесе, кафирун сүресін жаттап алса, енді көп мұсылмандар Ихлас сүресін біледі ғой, сол екі сүре көп қолданады. Бірінші сүресін бірінші ракатында кафирун оқыған, екіншісінде Ихлас дейді. Кейінгісі жаңағы міндетті түрде жаңағы тәлбие. Одан кейінгі жаңағы дұғасы Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан-нар деп жаңағы Алладан тілеу ғой. Сол нәрселерді Алладан соларын жаттап алатын болса, қалған дұғалар жаңағы фирмалар беретін кітапшалардың баршасында бар, соларды қолданады. Енді көп адам дұрыс айтады, не алсақ болады деп. Ең бастысы ол жақта керек дүние не? Ол жаңағы тақуалық. Тақуалық ең бірінші, ол болмайды. Тақуалықсыз болмайды. Өйткені жаңа сіз айтқан хадисте келеді, жанжал шығармаса, біз жанжал шығару, фитна дегенде кейде бір жаңағы тек қана бір саяси мәселелермен болмаса бір басқа үлкен бір нәрселермен ойлап қоямыз ғой. Бірақ мысалға сенің өзіңнің қонақ үйден уақытында шығып автобусқа жүгіңді түйіп отырудың өзі, ол да бір жаңағы бүлікке жол бермеудің нәрсесі ғой. Мысалға топ басшысы айтады 11-де болыңыздар десе, сен 11-де болуың керек. Сен 11:30-да шыққан кезде сол 11-де шыққан адамның наразылығын, ренішін тудыруы мүмкін. Ол реніш тудырғаннан кейін оны үндемей қою деген көп адамдарда жоқ болады. Қайда жүрсіңдер деген мәселе бастады. Қайда жүрген кезде бұлай деп жаңағы содан жанжал шығып кетеді өкінішке орай. Біз онда фитна деген кезде бұл жаңағы бір міндетті түрде жаңағы атқа мініп ат шабыс деген сияқты нәрселерді ойлаймыз. Бірақ сол мәселелердің өзінде сен жаңағы бір тақуалық танытып, сондай бір адамдардың көңілін қалдыратындай нәрселерден ең бастысы жаңағы сақ бола
алатын болсаң. Екінші Сафон Марwan айтып жатқан кезде ана қызыл жасыл желегі бар ғой қазір енді біздікі енді рахат қой, енді қанша қабат кондиционердің астында бүкіл ол кезде жаңағы ойлаңыз қандай тау тастар сонымен жаңағы арғы төбесіне шығады, бергі төбесіне шығады. Соның өзінде де жаңағы жасыл желегінде бұрын сол жерде бір төмпешік болған дейді. Сол төмпешіктен жаңағы Ажар анамыз Исмаил алейхиссаламды шатырда көрмей қалатын дейді. Сол үшін жаңағы жерде әйел адамдар сәл қадамын жылдамдырады да, еркектер жаңағы жүгіреді дейді. Ол мәселесі жаңағы ұрпақ, сондықтан адам жаңағы бұдақта да бір ишаратты көреді ғой. Сен өзіңнен кейін кім қалып бара жатыр, сол мәселеге мән беруің дейді. Өзіңнен кейін сен қандай адам тәрбиелеп бара жатсың? Сен үшін дұға қылатын, Раббысын таныған, пайғамбарым сүйген адам тәрбиелеп бара жатсың ба? Яғни сол қайта-қайта қарай берудің өзі ұрпақтың жаңағы не маңыздылығы дейді. Және жаңадағы адам қазақта жақсы қабыл болған қажылықтың шарапаты 7 ұрпағыңа тиеді дейді. Балаң не ол 7 балаңа да емес. Ол сенің жаңағы балаң, немерең, шөберең, шөпшек деген сияқты кете береді. Сол 7 ұрпағыңа шейін тиетін нәрселер да ол. Өйткені жаңағы Хизр менен Мұсаның оқиғасында білеміз ғой, бір қоқылайын деп тұрған қабырғаны Хизр алейхиссалам тұрғызып қойды қайтадан. Сол кезде мынаны не істедің деген кезде бұның астында жаңағы бір жетімдерге қалған бір мұра бар дейді ғой. Оның мұралар біреу білім дейді, бір ғалымдар біреулер жаңағы алтын дегенде неше тұжырымдар бар ғой. Сол кезде соны зерттей келген кезде соның әкешіміз соның 7-ші аталары өте сондай тақуа, салихалы діндар адам болған қарасаңыз. Оны олар танымауы да мүмкін. Бірақ не? Сол нәрсесі 7 ұрпағына әсерін беріп жатқандығы қарасаңыз. Сол кездің өзінде де жаңа үлкен бір мәселелер болды. Енді бұл қиын болғаннан кейін бұған бір құрбандық керек та. Мысалы, қандай оқиға керек? Жаңа Хаббаб деген пайғамбарымыздың сахабасы болған ғой. Жаңа реттілігімен келген кезде исламды 6-шы қабылдаған сахабалардың бірі дейді, құл болған. Ол мысалы қинаған кезде артына жаңағы шоқ темірді басатын. Омар радиаллаху анхудың өзі кейін арқаңды көрсетші деген кезде, көрсеткен кезде Омар айтады, мен мынандай қорлық көрген арқа ешқашан көрген емеспін дейді. Сол Хаббаб, Алла кісіден разы болсын, 73 жасында қайтыс болады. Соның өзі Хаббабтың өзі айтып жатады да, не дейді? Олар мені қорлаған кезде дейді, ыстық немен отқа жатқызады дейді. Оттың өзі менен шыққан, арқамнан таған қанменен судан сөніп қалатын дейді. Сонда көп болған ғой, Құдай сақтасын. Соның өзі 73 жасында дүниеден өткен кезде басқа сахабалар айтады, Хаббаб, сен қандай бақыттысың дейді. Сен алдыңғы қатардағы мұсылмандардың бірі едің, енді сол бауырларыңмен қауышуға бара жатсың. Қандай нығмет деген кезде Хаббаб не дейді? Ол бауырларым лайықты қызмет жасады, оның қарымтасын көрді, біз қалдық. Біз кейде сол дүниенің нығметіне кейде беріліп кеттік па деп мен қатты ойлап, сол сауабын бұл дүниеден алып қойдым ба деп қорқам дейді. Біз енді кейде жаңағы ол қажылық болғаннан кейін оның машақаты болады. Сен Алланың разылығын іздеп барғанда онда сынақ болады. Неше түрлі нәрсе бар, сен соған жаңағы не істеп баруың керек, дайындалып, дағдыланып, және содан өтуің керек. Ол неше түрлі нәрсе, ол автобус сынып қалуы мүмкін жолда. Ол жағы сен барған кезде қонақ үй дайын болмауы мүмкін. Болмаса әртүрлі ауырып қалғанның өзі де сен үшін сынақ. Осы мәселелерді ескеру керек. Содан кейін адамдар өздерінің әке-шешесін жіберіп жатқан кезде де тағы да бір ескеретін дүние, ол енді ол жақта көп жүреді. Денсаулық керек, басқа нәрсе керек, ауа райы ауысады, тамақ ауысады деген сияқты. Ең бастысы жаңағы сол өзі де қасында болуға әрекет жасау керек. Өйткені ол қарт кісі болғаннан кейін ол қиын, ол адасып кетуі мүмкін. Болмаса басқа нәрселер болған кезде оған сен сауапты қызмет жасау арқылы алып қалу үлкен бір мүмкіндікті. Ол сен бір қонақта отырып, әкемді жібердім, анамды жібердім деген мақсатта болатын болса, ол қиын дүние да. Соған ескеру керек. Енді сол жаңа дұға деп айтып жатқан не ғой, жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі бар екен да. Бір ансарлық жігіт Алла елшісіне келіп, Аллахтың елшісімен жаңа қажылыққа барайын деп отырған кезде Алла елшісіне айтқан дұғасы бар екен бе? Завадакаллаху тақуа, Алла тақуалығыңды арттырсын, ғафар зәмбә, күнәларыңды кешірсін және сені тұр жолға түсірсін деп. Осы дұғаны айтады екен пайғамбарымыз. Кейін әлгі адам келген кезде қажылыққа барып келеді. Сол пайғамбарымыз қайтадан қарсылады да, Аллахты елшісімен барып келдім дейді қажылыққа. Сол кезде Алла елшісі айтады, Алла тағала сенің қажылығыңды қабыл етті, күнәларыңды кешірді және сенің жаңағы нафақаңды одан сайын арттырды деп. Яғни Құдай үшін енді не ғой, құлшылық енді қаржы шығарады ғой, сол оны алты артып кетті деп айтады екен. Сол себеп жаңағы кім имам Абдул Сироч рахимахуллахтың айтқан сөзі бар да, осы дұғаны қажылық барған кісілер айтсақ
орынды болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен осы сөзді. Және кім Абдулла Сирошның насихаты бар да, қажылыққа баратын кісілерге айтқым келіп отыр. Нені Меккедегі және Мадинадағы халыққа құрмет көрсету мәселесі. Өйткені Меккенің халқы ол Әл-Харамның көршісі, қызмет істеп анда сол жақтағы, сол жақ құрмет көрсету керек дейді. Өйткені дейді, кім Абдулла Сироштан сөз айтады да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис бар дейді. Алла тағала жаңа Жебрейіл періште маған келіп жаңа көршіге құрмет көрсету жайлы көп насихат айта берді. Соншалықты ойлап қалдым, жаңа мен мирасқорым қылама деп. Енді туысқаным қылама деп ойлап қойдым дейді. Сол себепті айтады, кімдер Меккенің халқы ол Байтулланың Қабаның көршісі, аз көршіңе қонақ болғанда құрмет көрсету керексің дейді. Және екіншісі жаңағы Мадина халқы, әсіресе Мадина пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам несі жатқан жер болатын, сол жер халқына құрмет көрсету керек деген сияқты. Сол себепті сол жерге барған кісілерге, қызметшілерге болсын, сол жерде жүрген, сол жердің халқына болсын құрмет көрсету ол жақсы амалдардың бірі болып табылады. Сосын жаңа кімнің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір несі бар екен де, имам Байхақида келген риуаят, мынау неге қажылыққа барып келген кісілерге. Соған пайғамбардың дұғасы бар екен андай. Аллахым қажылыққа барған кісілердің күнәларын кешір деп. Игфирлаху деп. Және кімге қажылыққа барып келген кісі кімге истиғфар еткен болса, соның дұғасын қабыл етші деп. Яғни мысалы арамызда бір кісі қажылыққа барып келген болса, сол кісінің алдына кіріп, маған дұға еш дейтін болса, сол кісі күнәмізді кешірім сұрайтын болса, иншалла оның дұғасы қабыл болады екен. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөйтіп уәде беріп қойған. Сол себепті біз қажылыққа барған кісілерге барып жаңағы зәмзәмнен ішейік, бізге дұға ет дейтін осы бір ненің сүннетте бар амал екен де. Негізі бар дейсіз. Негізі бар амалдар, иә. Сол себепті біздің халқымыз істеп жүрген нәрсесі айтқанымыз көбісі бір сүннетке сай келетін амалдар екен. Енді біздің уақыт, өкінішке орай уақыт өзі шектеулі ғой әр жатта да. Шамамыз келгенше енді қажылықтың айтатын нәрсе өте көп негізі. Біз осы сөздеріміз бір қажылыққа барғысы келіп жүрген кісілерге бір не болғанша деп ойлаймыз, қызығушылық оятқанша деген ойдамыз. Жаңа айттық қой, көптеген нәрсе қозғалады, бірақ ол уақыт жетпейді. Фиқх мәселесін дәл қазір қозғап болмаймыз, өйткені ол көп, өте көп. Оны тек қана гид мамандар түсіндіріп сол сияқты үйренесіздер. Қорытындылай кетсек, Жанабил аға, өзіңіз иншалла қажылыққа барғысы келген кісілерге бір насихат айтсаңыз. Енді ниет қылып жүргендерге Алла тағала ниеттеріне жеткізуді Алла нәсіп етсін. Енді бара алмай жатқандарға да Алла нәсіп қылсын. Енді өйткені әр мұсылманның арманы енді осы қажылыққа барған кезде әлбетте дайындықпен барған абзалырақ деп ойлаймын. Және де айтқандай әр нәрсеге сабырлық таныта білу керек. Содан кейін көбінесе амалдың жойылып кету сақтану керек те. Себебі көп қажылардан естіп жатамыз. Мысалы Алматыға келіп жатқан, қонып жатқан кезде мен қажымын ғой. Таксилердің өзіне дөрекі сөз сөйлеп жатады да, мен қажымын ғой, мен осындай жерге апарып тастаса, тегін апарып тастаса деген сияқты бір сауабын жойып жіберетін амалдар жасап қояды кейде. Кейде сондай бір көріп жатқаннан кейін бір өкініш болады да. Сонда қанша уақытыңды сарп еттің, дүниеңді сарп еттің. Енді сондай бір амалмен келе жатқан кезде бір сондай Алла тағала сондай бір сынақ беріп қоя салды, және де шайтанның бір азғыруы да болып қалады да жерде. Мен қажымын деген енді барлығы да Алланың разылығы үшін ғой. Сондықтан да сондай осындай сауаптан махрұм қалатындай амалымызды жоятын күнәлардан аулақ болайық деген ойдамыз. Алла разы болсын. Енді біздің айтатынымыз ең бастысы біздегі болып жатқан дерт ақыретте міндет қылмау керек. Қандай да бір жақсылық істейтін болатын болсаң, оның өзің үшін істеліп жатқанын бастысы ескерту керек. Өйткені және шүкір ете білу керек. Алла миллиондаған адамдардың ішінен сіз бен бізді таңдап сол мүмкіндікті нәсіп етіп жатыр. Қаншама адамдар ол туралы мысалы тіпті бейхабар. Бірақ оларсыз қажылық атқарылмай қалған жоқ, оларсыз мешіттер құлап қалып жатқан жоқ, басқа да нәрсе болып жатқан жоқ. Алла өзінің дінін қиямет кешіне сақтаймын деді ма? Қиямет кешіне сақтайды. Және бір-бірімізді құрмет етіп тақуалықпенен қиыншылыққа дайын болу керек қой. Өйткені ол жәннат деген оңай жол емес. Ол Жабірейіл алейхиссаламның несінде келеді ғой, жәннатты көр деген кезде адамдардың бәрі соған құштар болатын шығар дейді. Содан кейін Алла тағала оның жаңағы қиыншылықпенен қоршағаннан көр деген кезде оған кіре алмайды ау дейді. Сондықтан ол міндетті түрде қиыншылықтан болады. Көп нәрсе. Соған сабыр етіп, және даналық көзқарасты қалыптастыруды нәсіп, қабыл болған қажылықтардан болады нәсіп етсін дейді. Қабыл болған тәубелер. Адамның тәубесінің қабыл болмағанының дүниесінің белгілерінің бірі дейді, ол бұрынғы күнәларын ләззатпен еске алады дейді. Алла сақтасын. Қабыл болған тәубесінің белгілері ол
өкінішпен енді басқа біреу осыны істеп қоймаса екен деген. Сондықтан намаз мешіттен шыққаннан кейін, ораза рамазан біткеннен кейін, қажылық елге оралғаннан кейін басталады деді ғой. Соған сәйкес болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Олай болса бүгінгі подкастымызды аяқталды деп есептесек болады. Келгендеріңізге Алла разы болсын. Сүбелі сұхбатқа ойларыңызбен бөліскендеріңізге жаңа айтып өттік қой. Осы біздің сұхбатымыз адамдарға түрткі болса, жаңа айтып өткендей кейбір қажылықтағы жаңа қателіктер істемей қойса, тауафқа байланысты, селфиға байланысты айтқан дүниелер, сосын жаңағы әке-шешелерін қажылыққа баратын кісілер кішкене айтқан жаңағы ескертпелер ескерсе деп жатқан ғой. Жаңағы компанияны жібере салдым, болды емес. Сосын енді баратын кісілерге бізде көп жағдайда не болады жаңа әке-шешеме сыйлық, бір бауырыма сыйлық деп береді ғой. Ол кісілер діннен әлі хабарсыз болуы мүмкін да. Соны түсіндіру керек та, сіз айтқандай дайындықпен баратын болса, иншалла сол кезде қателік аз болады. Әйтпесе көп адам барады, сол жерде үйренеді ғой. Сол кезде жаңа мақсатын мағына түсінбейді. Кейбір кезде жаңа құлшылық емес сынға беріліп кететін кездер болады. Сондай бір қателіктерді орын алмауға пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Алла тағала баршамыздың ниеттерімізді қабыл етсін иншалла. Егер осыған сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Және келесі қандай тақырыпта подкаст, қандай тақырыпта сұхбат болуын қаласаңыздар, сол жазсаңыздар, иншалла біз сіздерге әрқашанда және әрдайымда пайдалы тақырыптарда, пайдалы материалдар ұсынуға тырысамыз. Алла баршаңызға разы болсын, иншалла сауаптан жазсын.